мышленияның қарызға қандай әсері бар. И адам өзін төмен сезініп бастайды. То есть уже авария болды да, и өзін басқалармен салыстырады, өзін недостойный сезінеді и так далее. Сіз көп адамдарға мына қымбат сыйлықтар берген жақсы көреді екенсіз. Опытты өмірден басыңды соғып жүріп алғансың деді. Ол ұзақ жол, ол больной, сен нені дұрыс жасамай тұрғанын білмейсің, бірақ сен оны қайталай алмайсың деді. Қалай қарыз болдыңыз, соны айтып беріңізші. Қанша миллион қарыз болдыңыз, өзіңіз бойдақсыз, кімнен қарыз алып жүрсіз? Мен 100 адамның менің клиентім емес екенін түсіндім. Қазір 101-ші адам клиент точно купит деген ниетпен, жаңа отношениемен барса, продажа болады. Өзім неосознанно мен продажаны үйреніп алыппын өзіммен өзім. Мен оны білімсіз жасадым. Ал сіз білім алдыңыз ба осы тарапында? Жалғыз қиын, балаң жоқ, сен жалғыз қалай өмір сүресің, квартирада жалғыз қалай тұрасың. Вот мен күйеуім болмаса мен вообще не представляю деп ше. Мен сізді басқа қырыңыздан таныдым, егер шынымды айтсам. Қалайсыз, хейтке қалай шыдап жүрсіз Ақбота? Жақсымын, күшті. Хейтқа шыдайды дегендей нормально. Енді қаншама адам сізге негативный сөздер жазып жатыр, сонда бір нәрсе көңіліңізге тимеді ма? Шынымды айтайын, жоқ. Өйткені уже блог жүргізгенге 5-ші жыл болып бара жатыр, 2019-дан апрельден бастап жүргізем. 2021-де сонда хейт кеткен кезде мен сынғам, көтере алмағам о кезде, а қазір мен білем, что осознанно хейт ол охват көтереді, и маған бәрібір. Мен даже бүйтем, инстаграмда ашып отырған кезде рилс саламыз ғой. Басында мен подписчиктеріме көрсетті, олар күшті комментарий жазып бастайды, смайлик береді, Ақбота, күшті видеоң жақсы деп. И күтіп отырамын ғой, қашан хейт келеді деп. И хейт келген кезде мен закрепить етіп қоямын. Да. И хейт кетсе, значит, ол рекке кетті деген сөз. Танымайтын адамдар сразу хейт жазып бастайды. И егер маған хейт аз жазса рилстарыма, мен ойлаймын, что мен рилсім өтпей қалды деп ше. Сіз енді қазір мынау 33-демін деген темаңыз қатты енді бүкіл Қазақстанға танымал болып жатыр ғой, енді сөзі прям хит болып. Енді соны сіз осознанно жасадыңыз ба, әлде просто білмей айттыңыз ба оны? Жоқ, мен осознанно айттым бәрін. Біліп айттыңыз ғой? Біліп айттым, иә. Ол жерде 33-демін деген темадан кейін ары қарай сіз мысалы мен өзім бойдақпын, ештеңе істемеймін деп көп адам өзіне қабылдапты да, көп әйел адам өзіне қабылдапты. Неге олар бізді үйленген адамдарды, тұрмыстағы адамдарды, балалы адамдарды жаңағыдай тиіскен деп ше? Сіз шынымен осознанно тиістіңіз ба, сонда жаңағы үйдегі отырған, декреттегі аналарға деген сияқты? Мен үйтіп әдейі тиісем, олардың несін гневін алам деп ойлаған жоқпын, шынымды айтайын. Просто мен 33-темін, бәрі маған 25-те деп айтады дегеннің соның түсіндірмесі болды да, почему дегенде, потому что мен осындай, и мен жас көрмегенде кім көрінеді деген сияқты нәрсе айтты. Бойдағы адам. Иә, бойдағы адаммын деп. Мен бұрында былай ойлайтынмын, бәрі мен көп айтпайды, бірақ инстаграмда айтады. Мен туысқандарым, достарым айтпайды особо, бірақ адамдар бізде кішкене не тактичный ғой, нет, бестактный деп айтады. Қашан тұрмысқа шығасың, жасың нешеде ме, сен әлі жұмысқа шықпадың ба деп ше. Мен оправдываться ететіндей болдым да, жоқ, мен ақша тауып жүрдім, мен квартира, машина жасап алайын дедім, қарызынан құтылып алайын, аяғыма тұрып алайын, отбасымды көшіріп алайын деп сөйтіп, сосын бір күн тұрдым да ойладым, мен не үшін оправдываться етемін ол үшін? Ол факт нәрсе, ол менен зависит етпейді. Адамның жаңағы енді просто үйлене салсаң, конечно, зависит, а именно махаббатыңды кездесіп, жаңағы жарыңды кездесу деген менен не зависит деп ойладым. Алла кездестіреді деп. Сосын уже айта бастадым. И что мен не замужем, и не істейсіңдер деген сияқты. Но ол қатты андай реакция вызывать етеді деп мен ойлаған жоқпын. Осы подкастты пайдаланып, қатты тиіп кеткен болсам кешірім сұрағым келеді. Әдейі істеген жоқпын, баласы бар, жаңағы үйде отырған, мамалар, ондайлар онша емес өмір сүреді деген ешқандай мен подтекст смысл берген жоқпын. Только өзіңіз туралы айттыңыз ғой? Иә, тек қана өзім туралы айтты. То есть мен тұрмыс құрмағам, то есть мен оправдывать еткім келген жоқ. Мен тұрмыс құрмағам, балам да жоқ, енем де жоқ. Мен осы бойдақпын деп. Әйтпесе өздері маған бүкіл рилстың астына осы блог жүргізгелі инстаграмға шығып қалсаң, депрессиямын десем, саған бала керек, байға шығу керек, бала туу керек дейді. Мен шетелде жүрсем, өздері бастайды, саған байға шығу керек, бала туу керек деп. Сосын мен тұрдым айттым, иә, менің жасым осындай, мен байға шықпағам, бала тумағам. Өздерінің сөзін өздеріне қайтарып бергеннен олар оған алып кетті ше.
Енді бізде күшті общение болды подписчиктермен деп тіліміз бірдей. иә, енді инстаграмға сізге адамдар қосылып жатыр екен ғой, осы хейттен қанша адам келді? Соңғы так мен 213 мың болды. Қазір қанша мың болып тұр? 247 мың ба? 35-40 мың подписчик келіп тұр. 35-40 мың адам келіп тұр, иә. тиктоктан Пятницадан бір аптаның ішінде. тиктокта бір 50 мың подписчик келді. мәссаған, 50 мың подписчик сразу ма? 50 мың подписчик. тиктокта негізі тез келеді, иә? Тез келеді. Ал енді ладно, хейтті қалдырдық. Жалпы енді өзіңізге келейікші. Мен не үшін хейттен бастағым келді? Себебі қазір шынымен өзіңізге волна болып жатыр. Маған қызық болды да, қалай көтеріп жатыр шынымен. Кейбір адамдар сынып қалады ондайға. Көңілге тиетін сөздер ғой. Даже маған да кеше мен сіздің звугыңызға түсіріп қойғанмын ғой. Сөйтсем, ой, сен 40-та деп ойлап жүрмін ғой деген сөзі өтіп кетті. Ананы өшіріп тастағансың ғой сразу. Біреу-ақ сондағысы ше. Маған кәдімгі мен оны көтере алмайды екенмін. Мысалы сөйтіп жаса. Ал сіз қалай көтеріп жүрсіз? Анандай волнаны деп мен сол қызық болған ғой. Содан кейін осы темадан бастадым. Дұрыс қой, ол негізі көңіліңізге тимеген дұрыс. Әйтпесе сындырып жібереді адам, сөз сүйектен өтеді деген рас қой негізі. Ана жерде білесіз не деп жазған, сіз комментарийді оқысан, адам өлшіру қанша беріп жатыр қазір дейші. Адамдар настолько гневпен жазып жатыр да, типа адам өлтіруге қанша береді деп. Астына адамдар жазып жатыр. 100 адам болып істесек өлтірсек аз беретін шығар бізге. Менің досым дейтін туысым прокурор айтып жатыр, 1,5 жылда условно досрочно шығасың деп айтып жатыр, прокурор ағайым айтайын барып депші. Адамдар өздері соны көтеріп алып кетеді. Мен қарап отырдым и күліп отырдым. Айтпайтын сөзді айтады ғой, неше түрлі боз сөз айтады. Сенің жасың еткен, сенің жасың біткен. И тағы бір қызығы, менің даусымды салған басқа қыздар бар ғой, басқа апайлар бар, соларға жазып жатыр да. Мен ойлаймын, ана комментариялар көп, мен қараймын да, адамға оказывается хейтерларға кімге жазғаны бәрібір екен. Ол маған деп жазып жатырмын деп ойлап тұр. Мен аудиомды пайдаланған басқа пабликтағыларға, басқа қыздарға, соларға хейт жазып жатыр. То есть өмірі ондай просмотр жинамаған видеолары 100 мың, 200 мың жинап кеткен, 300, 400 мың, 500 жаңа комментарий жинап кеткен. Оған дейін там 10-17 сондай комментариялары бар аккаунттар. И мен ойлаймын да, оларға хейт кетіп отыр ғой, не в тему вообще. Айдалада жүріп. Да, ладно, мен шыдап беріп жатырмын да, а олар шыдай алып жатыр ма екен деймін да. Возможно, удалить. То есть адамдар анаған тиісіп жатыр да, ана кісі. Иә, ол мен өзім жазам деп біреуін өшіріп жүргенім ғой. Вот сол сияқты тиісіп жатыр. И негізі қиын. Но бір қызығы Инстаграмның жаңа тиктоктың құдіреті сол да. Негізі былай ғой, 0 деген бар, минус деген бар, плюс деген бар. 0 деген сен абсолютно безразличныйсың. Сен барсың ба, сен жоқсың ба, вообще бұл өмірде ешкім саған мән бермейді. То есть сенің тиктогың саласың, Инстаграм, конечно, ақша тапқың келеді, керемет инструмент, Инстаграм, тикток дегенің, иә. Сен саласың, жақсы болғың келеді, хороший болғың келеді, и сол тұрады да сен игнорсың еще. И бәрі жылайды, мен Инстаграм салам, тикток салам, типа атпайды, не істейді. Бәрі атқанды қалайды, бәрі подписчик жинағанды қалайды, бәрі ақша тапқанды қалайды. Но бірақ 0 реакция. 0 деген 0 подписчик, 0 лайк, 0 комментарий, 0 сохранение, 0 поделиться. Ешкімне эмоция вызывать етпейді, потому что сен хорошийсың. Сен күшті болып көргің келеді, чтобы хейт вызывать етпес үшін. Ол 0 реакция. Одан кейін минус деген бар. Ол тек қана грязный хейт келеді. Эмоция вызывать етеді. И бүкіл жерде, бүкіл маркетингте, бүкіл неде айтады. Моргенштерн бар, иә, Ольга Бузова бар, басында өлең айтып бастағанда, бәрі хейт етеді. Ким Кардашьян бар, барлығы хейт етеді, иә. Моргенштерн специально сөйтіп хейт еткіздіретін өзінше. И поэтому они популярны. Инстасамка деген бар. И барлығы сол хейттің арқасында көтерілді. Бірақ мен қараңыз, 0-ге 0 қоссаң 0 болады. 0-ді санға көбейтсең, ақыр соңында результат 0 болады. Ол математика, иә. Ал минусқа, минус со временем плюсқа айналады. Минус таңбалы болатын болса, адам сені 10 күн хейт етуі мүмкін, 11-ші күні в какой-то момент өзінің басында ой пайда болады да, мен не үшін жазып жатырмын деп өзі сұрақ қояды. Либо ана комментарийларды көреді, уже плюстар кетіп бара жатырғаннан кейін мнениесін сен туралы өзгертуі мүмкін, немесе басқа контенттеріңді көреді, мнениесін өзгертуі мүмкін. То есть хейт деген ол вниманиесін аударып алдың, и ол менің жауапкершілігім ары қарай ол минус вниманиені плюске айналдырам ба, плюске айналдыра алмаймын ба деген. Байқасаңыз, менде пловқа байланысты хейт кетті, кітап оқымайсың ба деген, байлар кітап оқымайды деген бе, бір бәле. То есть смысл онда емес еді негізі.
сен кітап оқып айлап жүргенше бір консультация сал деген смысл болды, бірақ адамдар оны кесіп алды да, типа кедейлер ғана кітап оқиды екен, байлар оқымайды екен, то есть өздері бұрып алды да. И сол хейттардың арасында, сондай хейтерский бренд кет байлар тек қана деген сондай рилстардың арасында мама туралы бар, папа туралы бар. То есть минуспен алып келеміз де біз оны плюсқа айналдырамыз. И оның стратегиясын білсең, сен сонда вниманиемен управлять ете аласың да. И сосын плюс деген бар. Ол плюс деген жаңағы адам сені жақсы көріп тұрады, жақсы не білдіріп тұрады. Арасында сен қорғайтындар бар. Иә, қорғайтындар бар и айтқым келгені, сен Инстаграмға шықтың ба, сен 0 внимание алу үшін шықпайсың. Либо минус алу шығасың, или плюс алу үшін шығасың. И самый осы жерде қызығы, ешбір адам саған байқасаңыз, біз қанша араласамыз, сіз қанша жетістікке жетіп жатырсыз, ортаңыз бар көріп жүрген, сіздің комментарийіңізге, директіңізге жазбайды ғой ешқашан, мәл-мер жарып жатыр екенсің деп. Сіздің одноклассниңіз бар, одногруппниңіз бар, ауылда өскен бірге подружкаларыңыз бар, көршілеріңіз бар, одан кейін коллегаларыңыз бар, бірге Қытаймен жұмыс жасаған, курс жасап жүрген, ешкім жазбайды да, көріп отыра береді. Иә, күнделікті. Лайк басады да қойып. Бірақ егер сіз бір нәрсе болып қалды деңізші, кидайт етіп кетті, тонап кетті, жаңағы товарым кетіп қалды десе, сол қарап отырғандардың өзі жақын деген, ой, не болып қалды Эльмира деп жазады. Байқасаңыз. Біз минусқа көбірек неміз, отталкивать етеміз. И сол сияқты Инстаграмда да сіз қараңызшы, танитын жақын адамыңыз сізге жақсы сөз айтуға ерінсе, біз неге танымайтын адамнан жақсы сөз күту керекпіз? С какой стати маған Қазақстанның жаңағы адамдары просто мен барғал болғаны үшін мақтап сөз жазу керек? Ой, сен әдемі екенсің деп. Конечно, олар минус жазады да. Ал минус жазғанның арқасында, зато мен оны кейін плюске айналдыру, ол менің стратегиям да басымда. Мен ол кісінің мнениесін қалай өзгерте аламын, қандай контентпен хейтерский комментарийді өзіме жаңа лояльный қылта аламын деген әңгіме ғой. Лояльныйдың өзі мысалға сізде 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл подписаться етіп, сізге бұрында мә күштісің деп жүрген подписчиктеріңіз қарап отырады, қазір вообще жазбайды. Иә, олар өшеді ғой ол. Өшеді. Ал сіз нені ұстап тұру керексіз алдынан, сол үшін бірінші хейтпен алып келесіз, хейтті сүзіп аласыз деген әңгіме ғой. И балықты аулау үшін де жаңа өзен ағады, и балықты ұстап аласың каждый раз. Сен айтпайсың, өзен қатты ағып жатыр екен, тоқтатып қояйын деген сияқты. Өзеннен маған салқын, өзеннің скорости қатты, то есть өз ағысымен жүре береді. И сен өзіңе керек клиенттерді, өзіңе керек адамдарды, құндылығыңмен келетін, сен, возможно, сен ұнатып қалатын, сенен кейін бір нәрсе сатып алатын адамдарды сен хейтерлардың арасынан бір-екеулері подписаться етіп қалады. И тағы бір айтатын нәрсе, адамдар былай деп айтады, ой, хейтерский комментарий, страницасына хейтерлер подписаться етіп алыпты деп. Самое интересное, хейтерлер подписаться етпейді. Вот в чем прикол. Олар өтіп кетеді, олар жаза береді. Хейтерлер подписаться етпейді. Аз адамдар подписаться етеді хейтерлерін. Но за счет хейтеров, хейтерлер рекке кетесің ғой, уже адекватный адамдарға сен көрініп бастайсың ғой. И олар подписаться етеді. Я. Соның логикасын түсінген кезде өмір вообще басқаша болады. Инстаграм жүргізу вообще басқаша болады. Өте дұрыс. Ақбота, рахмет сізге. Жалпы біз хейттен бастап кеттік қой. Енді таныстырып бастасақ сізді, иә. Жалпы қазір көріп жатқан шығар, көп адам көріп жатыр, сізге жазылып жатыр, но бірақ сіздің кім екеніңізді білмейтіндер бар ғой арасында. Бұл не үшін жазылып жатқанын да білмейтін адамдар бар мысалы. Сіз Ақбота Әнуарбек кім? Соны таныстырып кетсеңіз. Кім сіз жалпы? Ақбота Әнуарбек деген кім? Өзіңіз таныстырып кетіңіз. Ақбота Әнуарбек 5 жыл блог жүргізеді. Сол блог арқылы жетістікке жеткен, Инстаграм арқылы, сол Инстаграм арқылы ақша тауып, өзін личный бренд создавать етіп, өзінің атын шығарып, адамдарға көмектесіп, контент сүріп, ютубта, тиктокта, инстаграмда подписчик жинап, сондай ортаға кіре алып, өз еңбегімен сөйтіп жетістікке жеткен адам ретінде айталам. Еш нәрсе болмаған. То есть барлығымыз сияқты простой ғана no-name адамбыз. Баян Есентаев мынандай сөзі бар, бұрында бір 2016 жылдары естіген. Ең басында ештеңе болмай жүрген кезде оған айтқан ғой, ты кто, тебя звать никак, и то есть ты никто, тебя звать никак деп ше. И вот сондай адам болғанбыз. И бірақ еңбектің арқасында, сол маркетингті білгеннің арқасында, социальный сеть жүргізгеннің арқасында 2019-да мен уже бастадым.
соның өзінде подписчиктер өздері келіп бастады. 2020-да менде 10 мың подписчик болды, 2021-де 30 мың подписчик болды. Сол кезде мен бір жарғаным бар, Ақбота Норбек деп, сториспен продаж жасап, мен блогерлардың арасында, эксперттердің арасында ең бірінші болып Инстаграм арқылы чисто сториспен вебинарсыз, таргеткен рекламасыз, там блогердің рекламасынсыз өзім запуск жасап көрейінші дедім, сториспен прогрев жасайын деп. И сөйтіп Мерседес Майбах алғам. То есть қазір көп адамдар айтады, біз Мерседестің еще Майбах болатын білген жоқпыз, что можно с водителем ездить, кинодағыдай деп. И соны рынокқа, қазақ аудиториясына келіп сөйтіп көрсете алған адамдардың бірімін деп айтам. Әңгіме машинада емес еще. Әңгіме просто сол результатты қорықпай көрсете алғанда. Ол кезде де қатты хейт кеткен, что ер адамдар қатты мені хейт еткен. Қалай, типа, кәсіпкерлер, мен, типа, 10 жыл, 20 жыл, осылай жылына, типа, 40 миллион оборот жасаймын, типа, табатын чистый прибыль санаса 5 миллион деген сияқты, иә. Немесе 200 миллион оборот жасаймын, 40 миллион табам, а какая-то там щеглуха, 30 жастағы қыз, Мерседес Майбах мінеді деп, сейчас водителем еще катается, еще соны выкладывать етеді. Қалай ол 2 айда тауып алады деп, бүкіл блогерлар обсуждать еткен, сол кезде қатты подписаться еткен. И якобы этот эксперттер сол салған, типа, мені инфо-цыган бір бәле деп. Енді сол кісілер қазір қараймын ғой, алдымнан шыққала береді, өздері курс сата алмай жүр ғой. Өздері курс сатуға кіргісі келеді, прям. Өздері маркетолог болып услуга жасап жүрді. Енді мен завтрагыма кел, менің встречама кел, менің наставничествомды ал дейді. То есть хейтить етеді кім? Который өзі жеткісі келеді, ішінде мойындамайды, бірақ қолынан келмей тұр, бірақ даже соны қалайтынын да мойындамайды, и хейтить етеді, прям кәдімгідей айтады. И сөйтіп, сол кезде көп адамдардың назарын аудартқам, типа, Ақбота, қалай сен, типа, Мерседес Майбах деген сияқты. Сосын 2022-де мен Европаға вид на жительство алғам, Испанияға. Сөйтіп, көшіп кеттім, 6 ай тұрып келем деп, но бірақ 4 айдан кейін қайтып келдім. 3 айдан кейін ба, где-то елді сағынып, вообще бачат болып. И сол кезде менде андай не болды. Депрессия дейді ме, андай смысл жоғалту деген сияқты. Сен ақша жетіп алдың да, и дальше что дегенде. Менде арғай цель болған жоқ, и сол кезде құлдырау басталды. То есть жасаған нәрсемнің барлығы перестал иметь смысл. Мен 2022-де, естественно, шетелге кеткеннен кейін особо ешкіммен араласпайсың, келгеннен кейін особо ешкіммен араласқым келген жоқ. Ковидпен ауырып қалдым, сосын құлағыма операция жасасқам. Ешкім мені іздемейді ғой, операцияны шыққаннан кейін ше жатырмын деп сторисқа салған кезде. Мен сол кезде түсіндім, сен когда на коне, барлығы сенімен араласқысы келеді екен, а сен чуть-чуть сдаешь, особо ешкім сенімен уже интерес қуаламайды саған ше. И сөйтіп 2023-те өзімді қайтадан қолға алып, прям жұмыс жасап, сөйтіп не істедім. Мен оған дейін андай курстар сатқам. Басында Инстаграмда консультация сатып бастағам, марафондар өткізіп бастағам, потом курс сатып бастағам. Қалай қарыздан құтылу керек деген темада. Бұрында 15 миллион мен қарызым болған. Қарызға дейін жаңағы маған мынандай сұрақ болатын, қалай екі адам, екі қолы бар, екі аяғы бірдей, бір класты бітіреді, бір универді бітіреді, бар ғой сондай, бір көшеде тұрады, и өсіп келе жатады, біреу бай болып кетеді, біреу кедей болып кетеді. Мен сол қызықтыратын, қалай адамдар типа не нәрсе көмектеседі, и сөйтіп мышление бойынша, что обидаларын, страхтарын, убежденияларын мешать етеді деген темаға прям жатып алғам. Бұрында 2008-ден бері қарай сондай кітаптар оқып, 2014-тен бері қарай сондай тренингтердің бәріне баратынмын. Қазір шығып отырған расстановка дейді ме, неше түрлі установка, проработка дегені бәрін 2014-2015-те өтіп тастағам. И сөйтіп енді 5 жыл жасап, уже өзім өзгергеннен кейін, сол 5 жылдан кейін барып мен консультация өткізген көрейінші дедім, адамдарға айтып көрейінші деп. Сөйтіп марафон өткіздім, курс өткіздім, бөлістім. И сосын сол кезде 2022-де мынандай осознание келді, что мен қарыздағы адамға қарызға курс сататын тоқтату керек екен. Ну, көмектескім келсе, былай көмектесе салам. Сіз негізі жалпы курстан бастадыңыз ғой Инстаграмда, именно қарыздан құтылу. Иә. Ақша сіз өзіңіз қарыз болдыңыз. Иә. Қалай қарыз болдыңыз, соны айтып беріңізші. Қанша миллион қарыз болдыңыз, өзіңіз бойдақсыз, кімнен қарыз алып жүрсіз? Сол қызық маған. Ең бірінші қарызым магистратураға түсем дедім. Универді мен мектепті алтын белгі бітірем, универді грантқа бітірдім. И сол кезде мен одноклассникім айтқан, мен магистратураға түсіп жатырмын деп. И бізде 28 бала бітірдік, соның 20-сы магистратураға түсіп жатырды. 4-5 грантқа, қалғаны платныйға. Мен тұрдым да, ана намыс дейді ме, біреуден қалмау керекпін дейді ме, ақша жоқ. Сол жылы еще папам қайтыс болды. Бауырым жаз бойы ақша жұмыс жасап,
кофе сатып барист болып 90 мың жинаған, соның ақшасын сұрап алып неге берем, магистратураға. И сосын папа дүниеден өтіп кетті, 1 жыл өтеді, уже диплом алу керек. Қоя салшы деудің орнына мен барамда ең бірінші кредитімді алам. То есть жұрт не дейді, жұрттан қалмау керекпін, жаңағы деген сияқты темамен. И ол кезде Инстаграм жоқ, бизнес бастау деген ондай прям не жоқ, оңай емес та. WhatsApp енді ашылып жатырды. И сол кезде менде идея, жаңағы мен бай болғым келеді, жаңағыдай жетістікке жеткім келеді, үйдегілерді ауылдан шығарғым келеді деген ниетпен мен бизнес бастайын дедім. То есть қандай идея келеді? Бизнес бастау деген магазин ашу деген идея келеді, хостовары. Оған ақша жоқ, мен тұрамда барып қайтадан кредит алам. Бір емес, 2 банктен кредит алам. И сөйтіп сол қарызыма кірем, плотно кірем, ол магазинді жүргізем, оны жүргізгеннен кейін 1,5 жылдан кейін сатып жіберем. Біз күшті жүргізгеннен хозяйкасы аренданы 3 есе көтереді. Мен жасамайын деп сатып жіберем, басқа кісілерге беріп жіберем. И сөйтіп ақшасын алып кредит жаба салудың орнына біздің қазақский мышление дейікші, енді көпке топырақ шашпаймын, өзімнің шешімім. Мен сол ақша менің бір жерім тесетті, мен шетелге қыдырам деймін ғой. Шетелге қыдырам деймін, тренингке барам деймін, ана қарыз жаппай қоям, қаз тағы да оборот бір крутить етіп алам, ана ақшаны живой деп. Сөйткен кезде ол қарыз жабылмай кетеді. И сөйтіп мен найымда жұмыс жасап жүрем, дамуда консультант болып. И тұрамда қайтадан бизнес ашам деймін да, қайтадан кредит алам, қайтадан қарыз алам достарымнан, салон красоты ашам. Мен салон красотыны ештеңе білмеймін. 2 ай жүргізем, минусқа кетіп жатыр. Еще оланда бірінші линиядан емес, көшеден. Двордың ішінде екінші линияда ғой, ол оған дейін раскрученный емес, локация сонша емес, и новый вывескісін енді қодырған, и новый да мастерлар алу керек. Мен білген жоқпын, что ол раскрученный болу керек, мен өзімнің клиентім жоқ, мен өзім мастер емес, мен клиент әкеле алмаймын. И сөйтіп тағы плотно қарызға кірем. Сосын ана қарызым жабылған жоқ, мына қарызым жабылған жоқ. Үшінші нәрсе десеңші, тендермен айналсам деймін ғой. И оның курсына қаз мен ұтам, қаз деп сөйтіп андай лудаман сияқты қуып жүрем. Тағы қарыз алам, тендер ұтам, қарыз алам. Мен ана қарыздарым қысат, өмір сүруге ақша керек. Жаңа тендерге деп алған ақшаны суған жұмсап тастаймын, тендерімді өткізе алмай қалам. И о кісі, үшінші кісілер жаңағы поток ақшамды қайтар дейді. И сөйткен кезде мамам бар, 2 бауырым бар, айтам, мен осылай қарызға кірдім. Маған кредит алып беріңдер деп. Әрқайсысы 2-3 кредиттен алып береді. И сөйтіп ана кісілерден примерно құтылам. И сөйтіп Аяздың оқуына барам ғой. Сөйтіп жүрген кезде мен инвестор іздеймін, бірақ бүкіл инвесторлар маған отказ береді, ақша бермейміз деп ше Аяз. Аяз сол кезде енді бастаған наставничество деген нәрсені 1 миллион рубль төлейсің, 6 айдың ішінде 1 миллион рубль табатын, енді 6 миллион ғой, бизнес ашып беруге көмектесем деп. Мен сенің менторым болам деп 2018 жылы. Ең бірінші 6 миллионға Москвада келіп оқисың деп. Сосын бір күн жүремде айтам, почему бы не переехать вообще и простой курсын сатып алмасқа деп. Жаңағы 300 мыңды Москваға ма? Москвада офлайн өткізетін. Москвада офлайн өткізсе, біз трансляциямен Қазақстанда жиналып алып көретінбіз ғой, онлайн. Үйден отырып көру жоқ, сабаққа жиналып келесің каждый суббота. Сөйтіп оны жазда өтем, сосын қыста Москваға кетем деймін. И как раз менде ақша жоқ, қаржы жоқ, мен айтам, только не в долг дейді. И сол кезде өзіме сондай установка берем. Бұрында ассистент болып жұмыс жасап жүрген кісілерім бар еді, бір бай кісілерде, дамуда жұмыс жасап жүргенде танысам кәсіпкер кісілермен. И сол жақта жұмыс жасағанда, как раз солар звондап қалады. Сен бізде жұмыс жасадың, бізге сенің қолың керек, көмегің керек, мен саған $10 мың ақша береміз, көмектесіп берші. Мен олармен жұмыс жасамаймын, өздерімен лақтырып кеткен. Сосын ладно дедім, ақша берді, $10 мың. Оның да историясы вообще бір бөлек. Сол ақшаның қарызымын жабам, который кімдерге қарызбын. И Аязға кетіп қалам. И Аязда жүргенде бір баламен танысам, бөледі ғой, 10 деп ше, оқуда. Өздерің танысыңдар, өздерің бөлсіңдер деп. Сөйтіп бір 5-6 адам сол курстың ішінде жиналып бір күні кездесіп отырғанда, ана бала айтады, менде $1 миллион бар, мен төлейін деп отырмын, қатысайын деп отырмын. Сол типа думаю деп. И біздің как раз капитанымыз сол Аяздың $1 миллион бірінші потогының апайы болатын, қатысқан, уже результат алған. Ол апай қатыс деп, мен подружкамды алып кіргем, қазір өзім жалғызбын деп. Сосын ана баладан сұрайым, сен точно решил деп? Я точно решила, $1 миллион берем деп. Кредитсіз, қарызсыз, өзім жинаған ақшам, үйленген, 2 баласы бар, айтишник бала, бизнес бастаймын деп. Мен айтам, мен бірге алшы деп. Күшті сообщение жазғам мен прям анан продающий. Ана тұрады да айтады, давай дейді ғой. Сөйтіп мен 0 теңге төлеп, 6 ай Москвада тұрып, 6 ай апта сайын Аяздың бүкіл сабағына барғам ғой. И
мысалға мен ол кісіге четверг күні кездестік, четверг күні жазамын, пятница күні ол айтады давай дейді, пятница күні барып ақшасы төлейді, и суббота күні Аяздың сабағына барып тұрмыз. И айтады таныстырыңдар өздеріңді сахнаға шығып деген кезде мен микрофон аламын да айтамын, Аяз деп ше, мен мына баланы танымаймын, ол кеше ғана таныстық, ол ақша төледі, мені бірге алып кірді, егер сен сабақтан шығып кет деп айтатын болсаң, мен шығып кете саламын, осыған рахмет деп. Аяз шық деп айтпайды ғой. Настолько мен честно болдым да. Оған дейін Аяз бәрін сұраған, сен кімсің, сен ақша төлегенсің ба деп, сен кім, екеуің неге сөйлесесің, мынау әйелім десе шығарып бер сабақтан деп, мынау күйеуім десе там помощнигім немесе директорым десе айтатын шығарып беріңдер деп. Болмайды деп. Екеуің партнер болса, доляда болатын болсаң, екі кісі бірге, онда болады деп. Көмекші там project дегендерді болмайды сабаққа деп. Мен сол үшін айттым да, мен осылай ештеңе деген жоқ. Сөйтіп мен ақша тауып Инстаграм жүргізіп сол жыл бастадым, осы 2019-да. Аяздың сабағы көмек болды ма сізге? Иә, осы результаттардың барлығы деп айтайықшы, сол Аяздың школасы деп айтуға болады. Өте қатты үйретті маркетингті, бизнесті. Прям сол айтатын, блог жүргізіңдер деп. Өзі блог жүргізіп, ВКонтакте посттар жазып, сөйтіп аудитория жинап, сөйтіп сатқан кісі ғой. Сөйтіп инвестиция привлекать етеді, бизнесін қалай жүргізген барлығын айтып отыратын ғой. И айтатын, блог жүргізіңдер, блог арқылы любой команда жинап аласың, любой инвестор тауып аласың, любой кәсіпкермен танысып кетесің. То есть покупательдерің болады. То есть блог жүргізіңдер, адамды жақындастырады деп. Инстаграмда да, ВКонтакте де, бүкіл жерде прям жазыңдар, жазуды үйреніңдер, текст жазуды үйреніңдер, копирайтингті үйреніңдер деп айтатын. Ол кезде фото, видео особо жоқ қой, текстпен жазатын да. И соны айтатын, прям жүргіз деп. Бәріне тапсырма беретін ше. Бірақ сіз айтқан тыңдаған прям істеген адамдар жоқ деп па. И сөйтіп кейін мен майбах алып, мен содан кейін 2020-да ақша тауып бастағанда ақшамды жинап, Аязға қайтып барып төледім ғой. Да, вы что? И этот неде Мальдивта ең бірінші встреча болды. Карантин енді ашылып жатыр, Мальдив ашылды, сонда Аяз айтты, барлығын сол жаққа жиналамыз деп, сол миллионның обучениесіндегі. Мен төледім, бардым. Аяз ұстап алып айттым, Аяз тоқташ деп ше, мен, возможно, сен мені танымайсың дедім ше, но мен осындай жыл бұрын келгенде 200 подписчигім болған, қазір 12 000 подписчигім бар, осынша миллион рубль ақша табам, 2 миллион рубль айына типа. Айтады, бәсе қол көтерген кезде мен сені таныдым деп, қалай сен блог жүргізесің деп, сен жоқ кеткен едің ғой деп, түрің таныс деп. Я говорю, ана бала ақша төлеген дедім, қазір біз араласпаймыз дедім. И мен өзім ақша төлеп, қарызымды сен алдыңда қайтарайын деп, мен өмірім өзгерді, қарызым барлығын жаптым, рахмет деп беріп тұрмын деп. Сосын ол айтады, что феноменально деп, я не помню того парня, который заплатил мне 1 000 000 рублей, дейді, но тебя я помню, дейді, тебя зовут Акбата Аюпова, ты из Казахстана, с Астаны деп ше. Мен помню историяңды деп ше, жаңа айтып берген еді. Мен жылап, видеоға түсіріп алмаппыз, білейін. И содан бері қарай Аяз прикол ұстайтын. Зайчик болып менің оқуыма кіріп, ақша төлемей кейін жарып кеткен Ақбота деп ше. Любой кейін поездкаларға барған, Хорватияға, Африкаға, Москваға барған кезде залдан тұрып мені көріп қалса айтатын, Ақбота, привет деп ше. Как зайчик этот зашла деп ше. Долгах как щелках было, но потом этот оған қатты не болды андай. Приятно болды, что мен жылдар өте, 2 жыл өткеннен кейін келіп, рахметімді айтып, ақшасын төлеп берген. Оқуыңа. Мен айтамын, мен уже қатыспаймын ол оқуға деп ше. Просто мен алған білімім үшін ақшамды қайтарып бердім деп ше. И сондай қызық болды. И сосын 2021-де мен уже 2022-де Турцияда жиналды, как раз мен уже майбах алғаныма жарты жыл болды. И қайтадан сол Турцияда көріп қалдыған кезде айттым, Аяз, мен саған жазғам, сен оқымадың деп. Это мен майбах алдым деп. И менде арманым болатын, Аяз мені сторисқа салса екен деп ше, кейс ретінде деп. Ну, чтобы он гордился, что нереально путь өтіп тұр қой енді, вообще нольдан бастап, ол прям көтерілуіме не әсер еткен жандардың бірі. И ол тұрады да, звондайды не деп, номерге кетіп қалған кезде, фотоларын жіберші маған деп. Мен қазір салам деп. И сторисқа салады ғой, бір күнде 10 000 ба подписчик келеді, или 2 000 ба Аяздан подписчик келеді. Ал оған дейін жаңа Мальдивта деп айтқан историяны ол есіне сақтап қалады, помощниктарын айтады. Сол январь, февраль, март, 1 жыл бойы бүкіл вебинарында мені кейс қылтып көрсетеді ғой. И бүкіл қазақтар, которые соны концентрантының вебинарын көретіндер, маған подписаться ететін, Аяз сен айтып жатыр, сен күштісің, қайдан білесіңдер деген кезде личный брендтің қалыптасуына әсер еткен нәрсе, вот құлағына түреп алсын деймін да, сондай сильный кісілерден курс алып соның қасында жүрсен, ол сенің сильный брендіңді усилить етіп береді. И содан барлығы біліп бастады қазақ аудиториясында
инфобизда Аяздан сабақ оқыған Ақбота, Аяздың кейісі, Аяз бүкіл несінде вебинарында айтады екен, ол қыз кім деп барлығы внимание обращать етіп сізге жазыла бастады. Даже Қуаныш мырзаның өзі, сен Аязда оқыдың ғой, давай кейсейікші деп, Аяз не береді деп, содан барып таныстық. Потому что мен Москвада жүргенде Қуаныш мырза жазған, сіз Москваға келдіңіз ғой, мен қазір Аязда оқимын деп. И Қазақстанға келген кезде ол кісі айтқан, Аязда не үйрендің деп ше. И сөйтіп біздің Аяз арқылы Қуаныш мырзамен общениеміз завязаться етіп кеткен. То есть секрет успеха деп айтса болады. Сол Аяздың кейс болғанның арқасында ол кейін сториспен салып подтверждать еткен кезде Аязды бүкіл кәсіпкерлер қарайды ғой. И они начали смотреть, как это маленькая девочка, типа этот Майбах купила деп. Ана прям буст болды да өзі. Сондай событиялар келді. Сөйтіп мен қарыздар жабылды сол 2019-да ма? Сөзіңіз аузыңызда мен бір сұрақ қойып кетейінші. Қарыз деп жатырық қой жаңа. Қарыздан құтылуға жалпы біреудің 10 миллион қарызы бар дейік. Қарыздан құтылуға мышлениемен көмектесесіз ғой сіз, жалпы. Көмектескен кезінде қазір негізі жалпы сондай бір адамның 10 миллион қарызы бар, оған мышленің қандай әсері бар? Ол бір әрекет жасау керек па? Мен түсінбеймін соғанша. Мышленияның қарызға қандай әсері бар? По факту да, былай. Қарызы бар адам анау давить етіп тұрады психологически. И өзін кінәлі сезініп бастайды, ұят сезініп бастайды. И менің қарызым бар, мен кеміспін деп сезініп бастайды. Оны сөзбен айта алмайды да, өзі мойындамайды. Что-то не то болып тұрады. Қоғамның ортасында барлық уақақа шетелге кетіп бара жатқан, анау бар, ақша үй алып жатыр дегенде өзін ұстай алмайды, уже ұялып тұрады, потому что ол ортадан біреуден қарыз алған болуы мүмкін, кредиттері звондап жатыр мүмкін, коллекторы мысалға, немесе үйленген жан болатын болса, әйелі күйеуі шымшып отырады, папа мамасы шымшып отырады, бауырлары, достары қашан қайтарасың деп. И адам өзін төмен сезініп бастайды. То есть уже авария болды да, и өзін басқалармен салыстырады, өзін недостойно сезінеді и так далее. И бұл жерде именно мышление көмектеседі, что қарыз ол просто қарыз. Сен адамсың, сен құндысың, сен қарыз бар жаман адам емессің, қарыз барың болса да, ол өмірдің қиынға сен и так красавчиксің деген әңгімеде басқа да құнды нәрселеріңді шығарып алуға мышление көмектеседі. Мысалға қарызы бар деп жатыр ғой, дәл сонда примерді айтуға болады. Күйеуге шықпаған қыз айтады, өзін гнобить етіп жібереді, мен күйеуге шыққан жоқпын, отырып қалдым деп. А наоборот, егер ойын өзгертсе, мен жасым осындай, күйеуге шықпасам да мен полноценный өмір сүріп жатырмын. Құдайға шүкір, что мен сабайтын, мен өлтіретін, типа күйеу бермегеніне деп. Дәл сол сияқты қарызы бар да, адам не істейді. И осы жерде мышление қалай көмектеседі? Ойыңды өзгерту керексің деймін да. Ойыңды, что мен құндымын, бұл уақытша нәрсе. Адамдар қарызға кіріп кеткенде бітті, өмір тоқтымен тоқтап қалды деп ойлайды. Сол неге кіріп кетеді? Соған кіріп кетеді. И айтады, 1,5 миллионға қарызы бар кісілер жаңағы жазады, мен өмірден өлгім келеді, мен түңілгім келеді, мен ұят, адам бетіне сізге де көп жазады деп ойлаймын, қарызым бар, кіріп кетті, мен дейтін қарызы бар болғаннан мойындай алмайды, не күйеуіне, не әйеліне мойындай алмайды. Жаңағы әйелдер алып қояды ғой, күйеуіне айта алмайды, папа мамасына айта алмайды, жаңағы туысқан бауырларына айта алмайды. Маған айтады, не істесем болады дейді. Мен айтамын, бірінші мойында қарыздың бар екенін, сдайся. То есть бүкіл туысқандарына айт, мен қарызым бар, отстаньте от меня, вот мен осындаймын, осылай барып қабылда деп. Екінші шаг деймін да, бүкіл қарызы бар адамдарды барлығын спискісін жазып шығасың да, қашпайсың. Типа мен өтірік айтып, жаңағыдай мен сені ертең қайтарып беремін бір бәле деп, сен таба алмай жатырсың ғой ақшаны. Сол кезде барлығымен келісу керек. Қарызға алған адамның ең үлкен ошибкасы қашат. Жаңағы қазуандап қалады, өтірік соғады, вообще. Сосын ананы перекрывать етем дейді, микрозаймдарға түрлі неге косякқа кіре береді. Ол кезде просто тоқтау керек. Все, мен қарыздамын. Адамдар еще мынандай қателік жасайды. Ертең менде кредиттің датасы келіп қалды дейді. Жаңағы 150 мың теңге төлеу керекпін, мысалы ертең 25-і. Бүгін тұрады да, микрозаймнан 150 мың алады ғой. Мен айттым да, просрочка шыққан не болады деп. Мен дейтін просрочкаға 660 күн ба, сондай шыққам 450 күн ба, біз нені шығарғанбыз, кредитный история деген. 1 жыл бойы кредит төлей алмағам. Өліп қалған жоқ, мен сол кезде айттым, мен төлей алмаймын, тоқтайыншы деп. Потому что 150 мың ай сайын табасың, и кредитке төлейсің да ай сайын, и тоқталмайды ше, ақшаға жетпейді. Мен айттым, тоқтай тұрайыншы дедім. Тоқтаймын, бірінші ақшаның көзін табам, сосын барып мен жабам деп. Досрочно это. Ладно, черный спискқа кіре берсін деген сияқты. Бірақ ол черный список кейін ағарады екен ғой. Новыйдан кредит алып істесең, қайтадан орныңа кредитный историяны келтіруге болады екен. И сөйтіп тоқтау керек, и қарыздан істеген кезде спискісін жазып, мен Эльмираға міне 50 мың қарызбын, Ақботаға 100 мың қарызбын, и звондап айтып, Эльмира, түсіндіресің. Мен жаршыл ғой, сіз түсінбейді емес ғой, түсінесіз. Сіздің бауырыңыз айтып жатса 500 мың алады, 2 миллион алады. Эльмира,
пожалуйста, бір жыл бойы мені беспокоить етпес, мен саған 2 миллионды қайтарып беремін, үстіне рахмет ретінде подаркыңмен ертең келіп тұрам. Просто маған мүмкіндік бере тұр. Мен сені ұмытқан жоқпын, мен сені лақтырған жоқпын, ол менің жауапкершілігімде, мойнымда. Бірақ менде қазір ақша жоқ, жағдай жоқ десе, сіз айтасыз, сіз не дейсіз айтыңызшы? Сіз прям честно келіп сізге мойындап тұрса, сообщениемен жоқ болса амал жоқ көнесің ғой. Вот. Ана кісілер не дейді? Жоқ деп айтпайды да, өтірік соғады ғой. Ертең әкеліп жатырмын, топ беріп жатырмын. Сіз оған күтесіз ғой, иә, реально топ береді. Уәде бердің ғой. Уәде бердің ғой деп ана сөзіне байланасың да, ананы қан ішесің ғой. Сен уәде бердің ғой, айтсай шындығыңды деп. Анау айтпайды еще. Одан сайын сен ананы тиіскің келеді ғой. Сол адамдарға айтқым келеді, мойындау керек, тоқтау керек, выдохнуть надо и айтқан уәдеңде 1 жылдан кейін берем деді ме, немесе 6 айдан кейін берем, немесе ай сайын, мысалы біреулер айтады, 2 миллионды мен қас тауып беру керекпін дейді. Мен айтамын да, келіссеңізші, айына 50 000 теңгеден төлеп отырамын деп сізге айтса, Эльмира, мен бұзам енді уәдемді, 2 миллионым жоқ, бірақ 50 миллионнан хотя бы қайтарып отырам. Бір күні 500 000 табармын, бір күні миллион табам, но ана шартымды бұзбас үшін, ниетімді көрсету үшін 50 000-нан. Сіз басында жынданасың, білейін 2 миллион қылып алдың ғой, маған 2 миллион керек еді, берші деп. Ақыр сонда көнесіз, ладно деп. 50 000-нан беріп отырады, 500 000 әкеп берді, миллион әкеп берді, ар жағында остатығын әкеп берді. Риза боласыз ғой, достығыңыз қалады мысалы. Адамдар сөйтіп айтамын да, бар қайтарып бере салшы. 1000 теңгеден хотя бы аударып тұрса, ниетіңді көрсетші, сен қашып отырған жоқсың, жамандыққа апармашы десе, адамдар ойлайды, мен 2 миллионды қаш жауып беру керекпін деп. Ол қателік. Одан кейін бүйтеді, жаңа 10 миллион болатын болса, мен 10 миллионды 1 айда жабамын дейді. 10 миллионды сен 2 жылда жабасың, 1 жылда жабасың. Оған көнбейді. Наоборот, сен мен 1 жылда қайтарам деп өзіңе прям воздух берші, ауа, кеңістік берші. Уақыт берші тұруыңа, жаңа өзіңе восстановиться етуіңе, идея істеуге, оны тестировать етіп, бизнес ашуға, жаңа жүріп кетуіне, ақшаның көзін тапқанға уақыт берші. 2 жылда мен құтыламын деп, кішкенеден құтылса, адамның еңсесі көтеріледі, анау баспайды. 10 миллион бір ай тяжело же. Иә, адамдардың көбі жаңа 10 миллионды мынандай көреді, өзін соның алдында кішір көреді. 10 миллионды ысырып тастап жаңағыдай, мен осылай қайтарам, бөліп деп барлығымен келіскен кезде энергиясы пайда болады да, и ол өседі, еңсесі өседі. И сол нәрсені мен бұрында үйреткем. То есть неше түрлі техникалар жасайтын, и реально қаншама жандар кредиттерінен құтылған. И мен рилстарым ашып қойса, жазып қояды, типа мен 9 миллионнан құтылғам, әлі күнге дейін жазады, 6 миллион құтылғам, 30 миллионнан құтылғам деп, даже подкасттың астына ертең даже уверена, что жазады. Мен реально қарыздан құтылудың күшті технологиясы менде бар. Мен соны беріп жүрдім, и бірақ қазір мен бергім келмейді, өйткені қарыз деп айта берген сайын, қарызы көп адам қайта-қайта жинала береді да. Иә, айналаңа қарыздар жинала. Мен өстім, мен көп нәрсе продажа бойынша, сториспен продажа бойынша, жаңа қазір Reels, маған сол нәрсе қызық та, мен қарыз туралы айта бергім келмейді. И сол үшін тұрдым да, блогымның темасын қарыздан, мышлениеден, ақшадан сторисқа өзгерттім, инструментке, сториспен сатуды үйретемін, потому что менде результат бар, менде опыт бар, мен тек қана өзімен көрсеткен жоқпын, мен Қуаныш мырзаға көрсетіп бердім результат, оның сторисін жүргізіп беріп, продажа жасап берген үлкен тренингін, одан кейін Ұлықбекке көмектесіп бердім, оның ахватын көтеріп беруге, сторителлинг жасап беруге, и ол прогревтің не екенін үйренген, Шоқан Суиц, Ұлықбек Шарипов. И даже Арғылан Сейсенбай Қуаныш мырза айтқан, мен историямды айтып берген, о кісі кездесіп, давай мен сторисімді жүргізіп берші деген, бірақ келмей қалды жұмысымыз, реті келмей қалды, январский событие басталып кетті, не до этого болып кетті. И одан кейін клиенттерді жеке-жеке алып, мен стористармен продажа жасап, прям дәлдеп бергем. Таппай жүрген ақшасын сториспен сатып ақша тапқан. И содан ойладым, мен лучше ақшасы бар адамдарға ақшасын еселеп табуына себепкер болып көмектесейін. Қарызы бар адамдарға басқа адамдар көмектессін, немесе мен тегін контентімді пайдалансын деген бағытта мен өзіме не қызық, душам не қалайды, соған көңіл бөлдім. Жаңа Reels, маркетинг, продажа, қалай прогрев жасау керек, қалай сториспен сату керек, қанша үлкен чекке сату керек, арзан чекке, үлкен суммаға запустар жасау керек. Сол маған өте қызық, и сол темамен қазір жүріп жатырмын. Қазір көбінесе сіз эксперттермен жұмыс жасайтын шығарсыз, иә? Эксперттермен де, эксперт еместе де, который есімін біледі де, прогревті үйреніп алса, басқаларға да продажа жасап беріп, жұмыс табуына болады ғой. Вот сол кісілерге, одан кейін товар сататындарға, товарды да сториспен сатуға болады ғой, кәсіпкерлерге, и жаңа мамандық үйренгім келеді дейтіндерге, фрилансерларға. Сіз енді именно осы сатуды сіз қалай үйрендіңіз? Мысалы, мен товар сатамын да, мен товарды сториспен сатамын. Иә, сториспен сатудың біз мастеріміз ғой енді. Қаншама миллиондаған товарды сатып жүрміз осы уақытқа дейін. Сториспен, рилспен деген сияқты.
өзім неосознанно мен продажаны үйреніп алыппын өзіммен өзім. Мысалы да өзіммен өзім прогрев жасаймын, но бірақ басқалардың прогревтері ұнамайды да, өзімнің прогревім өтеді деген сияқты да. Но Потому бірақ что оны душадан шығып тұр ғой. душадан шықты. Мен оны білімсіз жасадым. Ал сіз білім алдыңыз ба осы тарапында? Прогревті мысалы, анандай тауар нәрсе бар. сатуды. Неосознанная компетенция деген бар, осознанная компетенция деген бар. Неосознанная компетенция деген сіз бір нәрсені жасайсыз и результатқа жетесіз, бірақ білмейсіз қалай жасағаныңызды. Иә, сондай И болды мен дәл солай жасадым. Маған қызық болды да, мен жасай бердім. И сама не осознавала, не анализировала мен ол жетістікке қалай жеткенімді. Неосознанно дейді. Жасап бере саламын, бірақ түсіндіре алмаймын, айта алмаймын қалай жасағанымды. Бірақ результат көрініп тұр. Вот сондай нәрсені жүре бара үйреніп кеттім. Ең басында мен бірінші сториспен продажаны үйреніп аламын деген тема жоқ. Қызық болды, мен былай жасап көремін, постпен сатып көремін, сториспен. Как раз сол кезде 2020-ның аяғы запуск деген сториспен продажы қатты жасады деген Афониналар шығып бастады. Данил Матухно, Марго Савчук, сосын Маричевалары бар. Аяздың енді кругында жүргеннен кейін солар келетін, оны алатын солардан, и олар айтатын курсын сатып ал деп жаңа олар жарып жатыр деп. И сөйтіп мен солардан көргем, қалай олар историсын айтып береді ғой келгеннен кейін. Осылай саттым, осынша миллионға жасадым, осылай саттым. Аяз оларға разбор жасайды, қалай жасадым деп. И айтып беретін. И сол кезде менің басым кетті да. И сөйтіп мен соны қайталап көргім келді. И сөйтіп 100 миллионға 2021 жылы октябрь-ноябрьде мен запуск жасадым өзім. И сөйтіп барып Мерседес алып тұрмын ғой. И жасап көрдім, оқымадым, прям у меня получилось. Қуаныш мырзаға жасап көрдім. Ал қазір сіздің айтып отырғаныңыз, мен уже оқытқым келгеннен кейін мен тұрдым да, дұрыстап оқиыншы дедім. Вообще, и мен қазір 2023, 2022, 2024 оқи берем. Қандай, типа, прогрев деген, даже маленький эксперт, маленький подписчигі бар нелер болады ма? Сатады ма, мен қараймын, көрем, барлығын қараймын, чтобы мен несін формуласын тапқым келеді да, что не только менде көмектеседі, не только типа экспертке көмектеседі, но и ол товаркаға да көмектесу керек, ол наставничествоға да көмектесу керек, что мен бір өзіме ғана емес, бірнеше адамға жаңағыдай әртүрлі сектордағы, әртүрлі темадағы адамдарға көмектесе алатындай болуым керек деп. И сосын біз жақында продукт создавать еттік, курс создавать еттік. Менде қазір қасымда бірге жұмыс жасайды, методолог болып и продюсер болып Дашкиевпен бірге жұмыс жасаған, білесіз ғой, бизнес молодости. Аяз солардан оққан ғой. И кезінде жарды ғой 10 жыл бойы бизнес обучение өткізіп, бизнес молодость деген. Михаил Дашкиев и Петр Осипов екеуі кейін бөлініп кетті. Солардың командасында сол 6-5 жыл жұмыс жасаған, сол бизнес молодости, этот инструментариум деген жасап сатқан, прям продукт жасаған күшті кісі бар, Роман Юсупов деген 2 жыл болған, Қазақстанға қош келгені. Сол кісі өзі айтты, продюсерің болайыншы деп бірге жұмыс жасайық. Инстаграмның темасы, мен бұрында реальный Инстаграм деген курс запускать еткенмін Россияда. И этот білем деп. Ну давайте дедік. И сол кісі менің ішімнен шығарды да, мынаны қалай істедің, миым ашып кетті, көрсетші қалай жасағаныңды, мына шаг не білдіреді, мына жерде неге мынандай сөз қолдандың деп барлығын упаковать етіп жаңа курсқа шығарған кезде менікі неосознанныйдан уже осознанная компетенция болды. То есть мен уже түсіндіре алам, былай жасама, мына жасасаң мынандай болады деп. Потому что ол маған соны анализировать етіп, ішімнен ақтарып, шығарып, қағазға түсіріп, жаңа сабаққа түсіруге көмектесті. Айтқым келгені, екі түрлі не бар. Опыт жинаудың, жаңа сабақ арқылы опыт жинауға болады. Біреудің сабағын алып. Оқып, немесе жасап арқылы опыт жинауға болады. Ескендер Бестай деген кісі бар ғой? Таиса, Қуаныш мырзамен бірге жұмыс жасады, сол жақта продуктқа жұмыс жасады, педагог, MBA бітірген, қазақша кезінде дебатер болған. Сол кісіге кездескен кезде ол айтты, Ақбота деп, сенде неосознанная компетенция и осознанная компетенция деп. Айтты, сен опытты өмірден басыңды соғып жүріп алғансың деді. Ол ұзақ жол, ол больной, сен нені дұрыс жасамай тұрғанын білмейсің, бірақ сен оны қайталай алмайсың деді. Ал ең күштісі, сен опытыңды біліммен ұштастырсаң, саған көп білім алу керек деді. Сен сол кезде күшті эксперт боласың, білім аласың и опытыңмен жасап отыршы деді. И сені ешкім оза алмайды, сенен жақсы күшті ешкім біле алмайды, потому что сенде білім де бар и жасап отырған опытың да бар деді. Жаңағы мудростьті жинаудың ең күшті жолы осы деп айтты.
сен просто типа жасай бермейді, мен жасай бердім, мен қыз қайта алмай қалдым деген сияқты ше, что-то бір нәрсені ошибка жасадым, білмей тұрмын не үшін деген. Сол айтты, көп оқу керексің деп, кітап та оқисың, курсты да оқисың, сабақта да оқисың, MBA да оқисың, бүкіл жерден білім ал деді, и сол кезде күшті болады деп. И қазір білім алуды жалғастырып жатырмын. Мен оны особо инстаграмда бүйтіп транслировать етпеймін, курстар алып деп ше. Бірақ өзіңіз оқи бересіз. Жаңа Рома біледі, мен айтамын, күнде келіп тұрамын, мен курс сатып алдым деп ше. Кейде ұйқым келмей қалады, листать етіп отырамын, түнгі 4-те курстар сатып аламын ғой, жаңа мен немді қараса, почтамды, түнгі 4-те даже оплата болады. Кімдерден аласыз? Именно продажа бойынша бізде кім бар? Менің ойыма продажа десе Жолсақ болады ғана елестейді. Не екенін білмеймін. Как будто біздің қазақ аудиториясының арасында продажаға үйрететін басқа адам жоқ сияқты. Ол қазір ол кісі уже үйретпейді ғой енді. 3 жыл болды курсын жауып тастады. Но бірақ ол мықты продажник қой. Иә, күшті продажник. Ал сондай бір мықты продажниктен бізде қазақ аудиториясында кімдер бар? Рынок пустой. Онда ешкім жоқ. Иә, рынок пустой, ешкім жоқ. Потому что көбісі орыстардан оқып жатады. Мен өзім орыстардан оқимын. Мен айтамын да, қазіргі таңда сторис арқылы инстаграм не деген құрал болып тұр ғой қазір сату бойынша. Сен тауарың болсын, услугаң болсын, эксперт болатын болсын, любой нәрсені сатуға керемет құрал ғой қазір инстаграм. Соны көп адам бағаламайды да, мысалы курс алу қазір западло деп ойлайтындар да бар, мысалы қараңызшы, алып шашағандар бар, мысалы сіз қаншама біліміңіз бола тұра, бірақ әлі де курс алады екенсіз, мысалы. Бірақ көбінесе орыстардан аласыз ғой. Өте мен андай қазақтардан тек білім алған кезде мен Қуаныш мырзаға қасында жүріп, жаңа наставничествоны алғанға 24 миллион ақша төлегем. Қуаныш мырзадан? Иә. 24 миллион? 24 миллион. Мәссаған. Тек Қуаныш мырзаның өзіне. Ол прям резко 24 миллион болып кеткен жоқ. Басында 1 миллион, потом 3 миллион, 4 миллион болды. Одан кейін тағы 3 миллион наставничествоны, потом 6 миллион төледім, потом 9 миллион төледім деген сияқты. И сонымен 24 миллион болды. А так мен қазақтардан прям курс алып ешкімнен оқымағам. Изначально мен Россиядан оқыдым. Изначально кітаптарды мен орысша оқитынмын, мектеп кезінен бастап. И универде бәрін қазақша оқысам да, тек қана орысша контент потреблять еткенмін. Орысша оқи беретінмін. И сөйтіп Аяздан орысша оқыдым. И жаңа российский рынокқа жатықпын да. Кімдер не жасап жатырған ориентир ұстай аламын. Айта алмаймын, типа мынандай знаменитый и так далее кісілерден деп. Жоқ, не знаменитый эксперттер бар, которые продажные и так далее деген сияқты. И мен просто қараймын, не беріп жатыр деп. В основном біліп тұрсам да, қарай берем. Ақбота, осы жерде мен сіздер, оказывается, мен енді көремін ғой, бірақ сіздер бір как будто бір орта сияқтысыздар да. Жаңа Қуаныш мырза бар, сол жақта мысалы өздеріңіздің бір инфобизнесте орталарыңыз бар, жаңа Жұлдыз Ақболат дейсіздер. Мен сіздің подкастыңызды көремін ғой. Подкастты көп көремін өзім. Ал біз енді товарный бизнеспен, Қытаймен бизнеспен бастадым ғой мен өзім. Бірақ бізде ондай орта жоқ. Бірақ сіздерден менің қолыма келіп жұмыс істейтін адамдардың бәрі көбісі Қуаныш мырзаның шәкірттері, мысалы сіздің шәкірттеріңіз, әйтеуір сіздердің орталарыңыздан шыққан адамда. Кезінде оқытты ғой, бірақ ол кісілер инфобизнесті. Сіздер осы теманы не үшін алып келе жатырмын? Өткенде сіздің подкастыңызды тыңдадым. Сіз көп адамдарға мына қымбат сыйлықтар берген жақсы көреді екенсіз. Қымбат сыйлықтардың берудің сыры или болмаса не үшін ондай қымбат сыйлық бересіз? Көп жерге мысалы брендтер сыйлайды екенсіз. Өткенде темаңызда да айтып жатсыз, мысалы бренд киіп жүрген адам өзін жаңағыдай уверен сезінеді екенсіз деп. Негізі не үшін ондай қымбат сыйлықтар беруге құмарсыз? Айтқым келгені, мен көп сыйлықтарым қымбат бренд берілгендер инстаграмға салынбай кеткен. Талай сыйлықтарым, то есть сіздердің көріп отырғаныңыз оның бір какой-то части деймін да. Ол қай жақтан келген? Мысалы, ол біреумен араласу мақсатында ма, әлде өзіңіз бергіңіз келіп тұра ма, әлде оның өзім бергім келіп тұрады. Астарында смысл бар ма оның деген? Өзім бергім келіп тұрады из благодарности. То есть менде мынандай нәрсе бар, анализ деген басташы. Мен отырамда сұрақ қоям, бір жетістікке, результатқа жеткен кезде ойлаймын, артқа қарай шегінем, 4-5 жаққа. Менде мына нәрсе болған жоқ қой, результат. Маған кім әсер етті деп, кімнің сөзі әсер етті, кімнің жаңағы таныстығы, біреумен таныстырып жіберді, біреумен связывать етіп жіберді, кім маған сол кезде бір жол көрсетіп жіберді деп қараймын. И сол кезде Жұлдыз Ақболат анда маған былай деп айтшы, істе деп айтты ғой, мен істедім ғой деймін да, атып кетті ғой. И тұрамда оның еңбегі бар ғой деймін. Менде всегда сондай болады чувство благодарности, что о кісінің осы жерде долясы бар ғой деймін. Сіздің көтерілуіңізге сатылар ғой. Иә, и мен тұрамда о кісінің несін беру керек деп ойлаймын.
долясын беру керек деп. 2021 жылы Қуаныш мырза маған февраль бойы айтты, вебинар қос деп. Мен айттым да, блин, Қуаныш мырза, прогрев деген тема шығып жатыр, сториспен жын сатып қояды, блин, істейінші деп. Сосын ол кісі прям қатты ұрысты. Ладно, істеймін дедім. Мартта команда істеп, вебинар істей алатын таргетологты алып қосып істедім. Мартта тестировать еттік, и весь апрель жасаған кезде ол айтты, қайтадан менің наставничествома кір деді. 6 миллион төледім, бірақ особо келіскен жоқпыз, бірақ вебинар жаса деді. Айтқан жасадым. И есептеп қараса, біз февральда 6 миллион мен жеке пайда тапқан әкемді, 6-8 миллион. И апрельде мен 37 миллион бар жасаймын ғой. И мен 37 миллион жасап тұрмын, қалтамда ақша топ тұр. Майда, 7 май ма, 3 май ма, аяқ жуып тұрмын. Ойлаймын, блин, мен ана ақша вообще не істеймін деп ше, типа Қуаныш мырза рахмет айту керек қой деп. И дәл сол аяқ жуып тұрған кезім, әлі күнге дейін картинка есімде, көз алдымда. Қуаныш мырза деп, қайдасыз деп. Алайындамын деп, келейін деген едім деп, не болып қалды деді, кеште деп. Мен сюрприз не люблю деді. Типа, мен жақсы, мен ладно, хорошо деп. Мен хотела там больше снять наличка, ана лимит қой, 2 миллионнан. И кажется, мен 3 миллион ғана снимать еттім. Типа 1 миллион аударасың, 2 миллион өзің шешесің деген. Кеш болып кетті. 3 миллионды шештім, пакетке салдым, ана саксын. И Қуаныш мырзаға бардым. Тук-тук-тук, типа жігіттер отыр екен, шығып кетіңдер деді. Қуаныш мырза деді, мынау сізге рахметім деп. Не үшін деді? Ол шошып кетті, типа ешкім ақша келмеген ғой, пачка. Сосын тұрды. Қуаныш мырза дедім, мен осындай 38 миллион продаж жасадым, и сіздің доляңыз бар деп есептеймін. И сізге айтқым келген алғысым рахмет деп. Мен білмеймін сізге не алатыныңызды, но сіз өзіңіз алыңыз деп. Сосын ол кісі тұрды, о деп қуанып кетті. И сөйтті де алды. И мен қазір беретін нәрселерімді көбін көрсетпеймін. Даже ақшалай да бердім кеше, сөйтіп көмектескен маған, ақыл айтып жіберген адамдарға. И даже менде список бар, кімдерге мен қазір берем. Кімнің арқасында менің нелерім атып жатыр, кімнің арқасында менің жолым болып жатыр деген сияқты. Кеше ғана Тайыр мырзамен кездестік. Айтам, Тайыр мырза, мен сізге анада айтқан подарок бергім келеді деп. Не үшін дейді? Мен білемін да, ол кісінің қандай сөз айтқанын, что мен тұрдым да барып жасап кеттім. Ол кісі айтқан ғой, маған подкаст түр деп. Қайта айтқан, подкаст түсірсе, подкаст бастасайшы. Мен бастаймын. И ол атты ғой подкасттарым, мысалы, уже жақсы не результат бар. И мен білемін, что ол сөздің авторы, ол берекелі істің результаттың источнигі Тайыр мырза. Конечно, сен оны бар бренд бересің да ертең. И адамдар оны тек бренд береді деп ойлауы мүмкін. И то же самое Ұлықбекке де мен подарок бергем талай рет, потому что Ұлықбек айтқан, былай істесейші депші. Немесе даже сторисмен айтқан, мынандай курс оқыңдар, мен оқыдым деп. Мен барып оқыған кезде мен өмірім өзгерген. И мен тұрдым да айттым, блин, Ұлықбек депші, сен маған айттың, и мен барып істедім, менде результат көрдім, мынау сенің еңбегің деп. И мен адамдардан ондай нәрсені күтпеймін, что мен талай ақыл айтамын, былай істеп берсейші деп. Қарай, и мен түсінемін, что ол менің ғана қасиетім, менің ғана нем благодарность деген вшитый сондай қабілетім да. Қанша мен адамға, даже клиенттерме жаңағы айтамыз ғой, бізден курс оқығандарға и так далее, көресің результат алған и так далее. Үйтіп келіп маған рахмет айтқан емес ше, типа мә сізге бренд деген сияқты, мен сіздің доляңыз деген сияқты. Мен үйтіп айтпаймын, білеймін, мен беріп жатырмын ғой, мен күтемін ғой деген сияқты. Маған бәрібір. Главное, мен арым таза. Егер мен оны істемесем, Аяздың оқуын төлеп бермес едім. Потому что дәл солай бірге кірген, зайчик болып кірген талай балдар бар, ешкім барып ақша тауып кетіп кейін Аязға рахметін айтпаған. Даже маған мына жақта Қазақстанда айтқан, сен басын жасамай не үшін деп, сен оқып алдың ғой, не үшін типа беріп тұрсың деп, ол вообще сен те не помнит деп. А мен ұятым жібермейді. Мен сөйтіп жасағым келеді. Сізден алар бар екен адамдар. И мен талай адамға жаңағыдай кім көмектесті, даже қиналған кезде, жақсы болып жүрген кезде советімен айтты, жаңа не істеп берді, мен істеп беремін. Жәнібек бар ғой біздің жаңа видеомыз түсіріп жатырған. Мен сабақ түсіретін болдым, и сабақ түсіретін кезде ол маған көмек керек болды. Камераны жан тұрады, мен айтамын, блин, мен сенімен бірінші разгонять етіп алайыншы деп. Біз 14 күн ба, 20 күн ба үздіксіз сабақ түсірдік. И айттым, блин, сабақты 1 сағат түсіру керек, мен 3 сағат түсіремін, 2 сағат сенімен әңгіме айтамын, жүріп келейікші, жүр. Сосын сабаққа отырамын. Сен қарсы емессің ба деп. Жоқ деді. Бірақ мен саған 1 сағаттық сабақ істеп берген, видеосын ақша төлеймін. Істедік, ол айтты, давай деді, вообще маған бәрібір деп. Ештеңе күткен жоқ. И сабақ түсіріп бітірдік уже, мен уже Европаға көшу керекпін 2022 жылы. Мен тұрамын да, өзі айтып жүр, PlayStation бір нәрсе алғым келеді, мен қимаймын деген сияқты. Мен бардым да, айттым, Жәнібек дедім, сен осы бір ай мен видео түсірістің, мен саған рахметім. Мына ақша қай жерден аласың, өзің біл, PlayStation алды. Алып столько эмоциясын көрсетті, мен оны сторисқа салған жоқпын саған ше. И мен білемін, что еңбектің барлығы мен жасап отырған жоқпын. И еңбектің авторы да бар, идеяның да авторы бар, и соны бөліскенімді адамдар жаңағыдай бренд беретін адам деп айтады ше, типа мені. На самом деле олай емес. Өте күшті.
басқа қырыңыздан мысалға таныдым сізді. кезінде қыранмен араласқан кезде тоже қыранға бергем подарок беруді сол көрсетті мысалға ше. Мен оны өте қатты ризамын, потому что ол мені сторисқа барлығынан $1000 $2000 алатын да, сторисқа салатын кезде, а мен жүргенде айтатын, мені менің көршім, менің подругам деп салатын. И мен білемін, что оның жаңа подписчиктері көріп жатыр, ол медийностьқа влиять етеді и так далее. Мен алам да айтқам, міне сенің Лора Пианың деп ше, міне сенің подаркың деп. И ол да подарок берген маған Томидің рюкзак сумкасын. Қуаныш мырзаға да талай солай айтқам. Қуаныш мырза, сіз мына жерде мынандай айтып жібердіңіз, помимо там наставничества, мынау сіздің подаркыңыз. Ол да сөйтіп не істеген, прогревін жасап берген кезде айтқан, мен саған подаркыңды бергім келеді деген сияқты. То есть білмедім, мен подписчигі көп адамдар мені отметка жасаса, мен білемін, что ол реклама екен, ол ақша екендігін, что ол просто емес екен, например. Мен всегда бергім келіп тұрады. Мынау сіздің сыйлығыңыз, мынау сіздің еңбегіңіз. Рахметіңіз бар адам екенсіз ғой сіз онда. Мне кажется, успехтың секреті суда. Рахмет болу керек та. Я. Почему везет? Везет тому, кому везет. Ойлай, ақпыта жарып жатыр деп ше. Просто ақпыта ұстап қалмайды да, бере салады. И берген сайын тілекшілерін көп деп ойлаймын деп, да? Өте дұрыс. Сол запуск жасаған жылы 2021 жылы мен 100 миллионға бара жатырмын. И продажа жасаймын, 23 миллионға продажа жасаймын ғой. А маған прям жасау керек та, потому что мен машинаны бронировать етіп қойдым, алам деп ше. И жолым жүрмей қалды ше, не істерін білмей қалдым. И сол кезде қасымда Сардар деген досым болды. Жүрдік, и ол сұрақтар қойды да, коучинг сияқты. Коучинг былай істесең қалай болады, басымды, миымды ауыстырып жіберді да, и менде идея пайда болды. И сол идея подводить, мен бардым да істедім, и анау жарды ғой. И прям цель жабылды. И істеп болған кезде даже ақша счетқа түскен жоқ, но біз процессте жүріп жатырмыз. И қалтамда 2 миллион бат тұр, ана продажа енді ашылады да. И сол кезде тұрдым да, қалған ақшаны бәрін машинаға құйып тастағанмын. И Сардарға айттым, жүр кеттікші дедім, келісейік деп. Сағат 8-9 Достық плазаға, ол жабылады, онда не болып қалды деп, я говорю, жүрші деп. И iPad алдым, и қасына ручкасын, и қасына несін, клавиатурасын. И самый лучшийін, еще арзанный емес, самый лучшийін клавиатурасы білінбей тұрады ғой, самый лучший памятьмен и так далее. Я говорю, мынау сенің подаркың, мынау сенің доляң. Осы запусктан сен заслужил, потому что сен маған идея айттың, мен барып жасадым, ұялатып кетті ғой деп ше. То есть мен любой адамға солай берем. Жаңағы юридический жағынан көмектесіп жібереді ме, басқа жағынан көмектесіп жібереді ме. Жаңағы қарыз адамдарым бар, которым еще я не оплатила деп па, который подаркымды бермедім. Берем деп қойсам. Который берем ойымда жүрген ше. Ол кісілерге де берем. Но примерно осылай. Өте жақсы қасиет екен бұл негізі. Да, брендтің құпиясы осы деген ғой, брендтерді дарить ету. Иә, мен сізді басқа қырыңыздан таныдым, егер шынымды айтсам. Ондай мақсатыңыз бар екенін білген жоқпын, бірақ өте керемет, сізден алып алдым идея бір-екі. Мен жақындасу үшін бренд берген емеспін. Ол чувствуется, ол вообще жым кетті сондай нәрсеге ше. Сенімен араласу үшін подарок береді ғой мысалға. И то ол сен қалаған. Мен білемін, что мен еш нәрсе жасаған жоқпын ана кісіге ше. И маған подарок береді, мен алғым келмейді. Өйткені мынандай нәрсе бар, обмен деген нәрсе бар. Исходящий деген бар, входящий деген бар. То есть обменді дұрыс ұстау керек. Егер біз обменді беріп берсек адамға, адам өзін неудобно сезініп қалады да, и оған неприятно. Адам араласпай қалып бастайды, потому что өзін қарсы сезініп қалады ғой. Мен мысалы қарадан қарап сізге интернеттен отырып алып, инстаграмнан екеуміздің отношением жоқ, бренд отправить етейікші. Біртүрлі боласыз. Қарсы сияқты сезінесің. Вот. И араласқыңыз келмейді. И сіз сразу не искренне қайтарып бере салғыңыз келеді ше. Соның әйтеуір ұнайтын, ұнамайтын, соның ақшасын біліп аласың, қайтарып бере саласың. Уже отношение болмайды. А наоборот, екеуміз араласайықшы, сіз маған бір нәрсе деп айтыңызшы, мен с благодарностью келіп айтайыншы, рахметім, сіздің айтқан идеяңыз анада пістегем, атып кетті, рахмет десең. Ана подаркты сіз қолданғанда рахаттанып қолданасыз да. Білемін, менің заслугам үшін деген сияқты жаңағы ақылым үшін, егер жанында просто жылаған кезде иығымды бергенім үшін, просто тыңдап жаңа көңілін көтергенім үшін деп, жақсы адам болғаным үшін деп, ана подарктың да құны болады да, потому что құнды нәрсе ғой сізді айтып беріп жатырған нәрсе. Сол үшін бренд беріп бүйтіп құнсыздандыру керек деп ойламаймын. Даже мен Қайша Керейге де подарок берген, потому что ол мен постоянно отмечать ететін да, а басқаларды реклама істейтін. Мен білемін, что оның еңбегі екендігін. То есть просто так мен біреуге жағыну үшін өйтіп подарок бергенім есімде жоқ. Өте керемет.
тіпті сабақ аларлықтай интервью болып жатыр бізде, иә, подкаст болып жатыр. Менің өзім сабақ алып жатырмын, оқырмандар да сабақ алады деген ойдамын. Ал енді жалпы ары қарай жалғастырсақ, біз сіздің жеке өміріңіз туралы сұрағым келіп тұр. Фото. Бойдақсыз. Бойдақпын. Жігітіңіз бар ма? Жігітім жоқ. Ешкіммен араласпаймын қазір. Тура жаңағы сіз айтқан хейтерлердің қатарынан болайын деп тұрмын ғой менде. Айта Қашан беріңіз. тұрмысқа шығасыз деп. Құдай берген күні, егер Құдай кездестіріп жатырса, ұнатқан адамдар былай деп жазады, вообще не токичный. Ешкім алмағаннан байға шықпай жүр ғой деп ше. Адамдар ойламайды, что мен таңдаған адамды кездестірмегеннен, мен ұнатқан адамды кездестірмегеннен мен байға шықпай жүрмін. То есть оған дейін байға шығайық деп маған жігіттер айтпады деймі. То есть оған дейін болмады деймі, байға шығып кете салу деген егер цель болатын болса, мен баяғыда шығып кететін едім ше. Ұнататын, мен қалайтын, то есть менің құндылықтарым бірі, что отбасы, құрдың ба, өзіңнің ұнайтын, өзіңнің тіл табысатын, бір-біріңнің түсінігі бар, құндылықтарың келетін, интересный адаммен отбасы құру мысалға маған қызық. А так просто еркек қасымда болсын, мен оны сүйрелеймін деген идея маған ұнамайды. Главное, чтобы маған тиіспесін, мен күйеуім бар деп. Талай адамдар айтқан, блогерлардың арасында да бұл шеткізіп дейтін. Жалғыз қиын, типа, балаң жоқ, сен типа жалғыз қалай өмір сүресің, квартирада жалғыз қалай тұрасың. Вот мен типа күйеуім болмаса мен вообще не представляю деп ше. Деп айтады ма? Мен осы жерде айтқым келіп тұр да, негізі маған ондай сұрақ қоюым себебі енді оқырмандарыма да қызық шығар деп қойып отырмын ғой. Жоқ, мен сізге вообще жалпы негізі мен бойдақтарға қызығам қайта. Рахат қой сіздерге, шынымен. Біз бала шағамен жүреміз, енеміз бар, отбасымыз бар, күйеуіміз бар деген сияқты. Айтады ғой. Ал қайта бойдағы өмір деген өзіңмен өзің рахат өмір ғой. Неге мысалы именно олар бақытсыз деп ойлауымыз керек біз? Хорошо там, где нас нет дейді. Да, хорошо там, где нас нет. Почему? Потому что бойдақтардың да жұмыстан шаршап келіп, біреудің қойнына кіріп, жылағысы келіп, құшақтасып, немесе несін басып, баласы келіп, мама деп атса, оны да армандайды. Онда мен армандаймын. Кейде настроение болмай кеткен кезде, особенно депрессияда өмірің қара түнек болып жүрген, соған тиісесің ғой, блин, қасында біреу болған кезде, хотя бы деп ше, үйінде біреу күтіп отыратын, бала шағаң болған кезде ғой деп. Настроение күшті болып жүрген кезде, проекттерің жүріп, жаңа істеген кезде уже ойламайсың оны. Оны мойындаймын. Типа, я не хочу типа строить из себя, типа, маған тиіспейді и так далее деп. И жасым келіп бара жатырған кезде даже мен ойлана бастадым. И самый бір қызық айтқым келеді. Мен жасым 33-те ғой. И 29 жасымда, мен 2021-де осознанно врачқа барғам. Типа анализ тапсырайыншы деп, интегративный деген врачтар бар, который сен бүкіл неңді, бір организміңді бүкіл целый ретінде қарайды. Андай врачтар емес, который ауруды емдейтін. Аурудың алдын алатын, сенің чтобы денсаулығың күшті болатын. И ол кісілер сұрайды, типа, не үшін келдің, что вас беспокоит деп. Я говорю, маған 29-дамын дедім, скоро мен тұрмысқа шығамын, білмеймін қашан шығатынымды. Но мен бала көтеремін, и мен бала көтергенге дейін мен денсаулығым күшті болған қалаймын. Қандай дефициттер бар, қандай витаминдер жетіспейді, қай жерім дұрыс емес, соның барлығын анықтап, қанша анализ тапсыр дейсің, қанша УЗИ өтесің, бәрін тапсырам. Главное, маған сен саусың бала көтеруге деп айтыңыз деп. Қарады, айттым, мен энергиям жетпейді, өз-өзімді алып жүре алмайын деп. Ана жерің жетпейді, мына жерің жетпейді, өтің тоқ болған, жаңағы кишечнигің дұрыс емес деген сияқты нәрселер айтты да. Ана жеріңде УЗИң біртүрлі болып тұр, ананы тазарт, мынандай дәріш деген сияқты барлығын айтты, істедім. И каждый раз сұраймын ғой, типа, мен бала көтеруге дайын ба деп, не болды сен, ничего, собираешься замуж деп все. Я говорю, нет деймін да. Просто мен білгім келеді, что сен дайынсың деген, чтобы менде психологически не деп. И интернеттен оқыған соңға бір-екі блогердан, біреу украинский, біреу бір қазақстанский, жастары 30-ға кек қалған, бала көтере алмаған көпке дейін. Көп анализ тапсырған историясын, сторитейн жазып қойған ғой, и сол жерде жазып қойған АМГ деген анализ бар екен ғой. Антимюллеровый гормон деп аталады ма сондай. Сенің яйцеклеткаңның қанша проценті қалғаны, қанша типа штук, и сен бала көтере аласың ба, жоқ па, соның гормоны бар екен. Ол дейтін, там 3 пен 7-нің аралығында ма норма болу керек екен, сондай бір бәле. Өтірік соқпай қойшы, который бір несі бар, нормасы бар бір бәледің. Жұрттардікі, сол кісілердікі 0 бір бәле болған. Типа шанс болмағаннан екеуде бала туған екенде, сол айтады, қыздар бар, қарандар, короче, заранее емделіңдер дегенде осы бір жылдың ішінде көр қалған. И жақында барамда тапсырам ғой, күтіп жүрем ғой. Ана апазғантай болып қалсам ертең бала туады. Есті қарасам, өзіме проблема ойлап тұрып жүрмін ғой деймін да, жаңа байға шықпасам да басым сол жақта жүрмін да. И қарасам, гормоным нормальный екен.
И ішімде уже мен типа дайынмын деген. И мен всегда солай қарайтын осознанно или андай стратегически ойлайтыннан кейін бұрында ойлайтынмын, байға шығу үшін типа не нәрсе болу керек. Ертең балам болған кезде ақшам болу керек, үйім болу керек, тұратын машинам болу керек, бизнесім болу керек деп. И мен сол үшін стратегически ойлап байды сырып қойғам. Мен тұрып алу керекпін, ақша табу керекпін, ақшаның көзін табу керекпін, жағдайын жасап алу керекпін, өзімнің барлық дефициттерімді не қаладым соны орындап алу керекпін, киімім болады ма, тамақ болады ма, жаңа брендing болады ма, шетелің болады ма, өз эмоциямды алып алам. Сосын барып балаға шығам, байға шығам, жаңағыдай тұрмысқа шығам, и балаға не бере аламын деп. То есть мен баламнан өзім сорам ба, несіне пособиесіне өзім өмір сүрем ба деген сияқты. То есть қалай өзіме сондай сұрақтар қойғам көп негізі. То есть тұрмысқа шыққан кезде балаға не береді, не болу керек, менде не жоқ, өзіме сөйтіп честно жауап берген. Менде анау жоқ, мынау жоқ, мынау жоқ, мынау жоқ, значит мен соны жасайын деп. Аллаға шүкір, соның барлығын жасап келе жатырмын. И скорее всего кездеседі деп ойлаймын. Сосын қазақта мынандай мақал бар ғой, тең теңімен тезек қабымен деп. Мен тоже осы сұрақты қояйын деп жатырмын. Мен тоже жасағам. Типа мен бұрында айтатын, мен кімге тұрмысқа шыққым келеді. Менде список басымнан болатын, сол универ кезден осындай жақсы жігітке шыққым келеді деген сияқты, білімді деген сияқты, жақсы отбасынан, жақсы тұратын, жаңа комфортный өмірде, среднестатистический, жаңа төменнен емес, әйтеуір бүкіл несі бар, дефициттер жабылған, ауыңды солды көрген, шетелге шыққан деген сияқты, шетелден оқып келген, ақша таба алатын деген сияқты, жауапкершілікті мойнына алатын деген сияқты. И сосын мен өзіме сұрақ қойдым, мен соған соответствовать етем ба, етпейді екенмін. Қай жерім құрамайды, ана жерім, мына жерім, мен кітап оқымаймын, ана жерім сауатым нашар, орысшам нашар, ақша таппаймын, ренжіп қала беремін, өзіммен ырбиып жүрген адаммын деп. Давай соны дұрыстайық дедім. То есть бүкіл энергиямды мен қашан байға шығам дегеннен дұрысталмаған нәрселерімді дұрыстап, строить етіп, бұзып, қайта жаңартып жасауға жұмсаған адаммын. Соны істегеннен кейін мен уже өзім қалаған, маған ұнайтын жаңға бұйыртса шығам деп ойлаймын енді. Ақбозатты ханзадаңыз күтіп отырсыз ғой сіз, енді жаңа өзіңіздің идеалыңыздағы. Иә, дайын болу керек шығар деп ойладым. Өмір ғой бұл енді. Вдруг сіздің өміріңізге мысалы жаңағы өзіңіздің жасыңыздан кішкентай, мысалы қазір көп қой өз жасынан кішкентай адамдарға тиіп жатқан. Папамнан 7 жас үлкен. Олардың арасында ондайға қарсы емессіз, иә? Құдай сақтасын, мен ештеңе айта алмаймын. Бірақ оның білімі болмаса, оның табысы болмаса, қарапайым отбасынан шыққан жігітке ғашық болып қалдыңыз сіз. Тұрмысқа шығар ма едіңіз соған? Әлде жоқ, менің майбахым бар, мен тимеймін жоқ, деген сияқты. шат жіберейін деп жатырмын. Айта алмаймын еш нәрсе деп. Но даже ақшасы жоқ болсын, но потенциалы бар, амбициясы бар, тіліміз жарасып тұрса, почему бы и да. Егер потому что қарамаймын деп. Мен потому что айта алмаймын, мен супер умныймын деп, бірақ қатты тез ойлаймын, тез сөйлеймін, тез қимылдаймын, тез жұмыс жасаймын. Көп кітап оқисыз, білім алған адамсыз ғой. И маған тіліміз жарасатын адам керек. Мен мысалға достың өзін біз таңдаймыз ғой, доспен өз тіліміз жарасу керек та. Ал егер бірге тұратын, бір үйде, бір төсекте жататын адаммен әңгімең жараспайды, қалай өмір сүресің ше? Хотя бы общий интересіміз болу керек, әңгімеміз жарасу керек, потенциалы бар болатын болса, жаңағы человеческий качестволары, құндылықтары жақсы болатын болса, жаңа өтірік алдамайтын, лақтырып кетпейтін андай адам емес болатын болса, қарауға келсем. Өйткені мен араласқан, даже встречаться еткен балдардың арасында менен аз ақша тапқан балдар болған. Но олар өте умный болған. Маған қарты бір жігіт ұнаған, капец умный ана бала ше. Бірақ госслужба жасайды, ақша аз табады. И ол айтады, мен сенімен не істемеймін, потому что сен блогерсің деп, мен көп ақша табасың деп, мен сенімен араласпаймын. Өзін төмен санап жүр ғой ол сізден. И ол айтты, маған простой қыз керек, мен простой қызға үйленемін деген сияқты ше. Мен сол кезде ойлаған, босқа көп ақша табамын ба деп ше. Ана бала өте умный болды. Біз 8 сағат тоқтаусыз әңгіме айтатынбыз. Телефон вообще ұстамайсың, тамақ ішесің, жүресің, әңгіме айтасың, отырасың, қыдырасың, просто әңгіме айта бересің, неше түрлі темаға. Настолько сөз табылады, әңгімеге тема табылады, и прям сұрақтар қойып, шетелден оқып келген, прям вообще дерзкий бала болатын, прям мені каждый раз айтатын, блин, қандай умный адамсың деп ше. Мен ешбір адаммен дәл осындай общениеден удовольствие алмағам деп ше. Вот, егер сондай жан кездессе, қанша тапса да бәрібір сияқты деп ойлаймын ше. Рахмет.
өте күшті ашылып жатсыз бүгін подкастта. Енді сіз толықтай ашылып көп рахмет сізге күшті сұрақтар қойып отырғаныңызға. Көп оқырмандар сізді басқа қырынан танайын деп тұр. Бұйыртса. Көп адам танымай отыр ғой сізді қазір, 33 жастағы қыз деп отыр ғой. Но бірақ сізді терең таныған адам мүлдем басқа. Өте үлкен рахмет айтқым келеді, что хайп шығып отырған кезде сразу жазып, ана мен директім ашылмай қалды ғой, сізді таба алмай қалам, поискпен іздесем ответ жоқ, вообще пустой болып тұр. Сол уақытта жазып маған подкастқа шақырғаныңыз үшін көп рахмет, прям волнаны ұстап қалғаныңыз үшін. Қайдан идея келді? Өзім подкаст түсіріп жүрмін ғой, жалпы негізі сізді шақырам деген ойымда жүрген. Прям момент ұстап жатсыз да, күшті шай. Керемет, маған келгеніңізге рахмет. Келмей жаңағы ой деп күшті болып жүрсіз ғой қазір енді оқырмандар болып. Мен сізге келдім, шын айтам, оған дейін қанша балдар жазды, қанша адамдар жазды, мен скриндаған жоқпын. Сіз жазған күні бір бала жазды, одан бір 3-4 күн бұрын тағы бір кісілер жазды, типа сіз подкаст шақырайық деп. Жоқ, бұл ондай ойдан тұрған жоқ, бұл сіз жаңа хейтті ұстап қалу деген ойдан шыққан жоқ. Айтқым келгені сыйлаймын, и шақырғаныңызға өте көп рахмет, и удачно совпадение время болғанын айтсаңызшы деймін да. Мен де сізді шақырғым келіп жүр деп айтып тұрмын ғой. Именно реті осы жерге келіп тұр екен да, әдемі қылтып. Құдайдың жаңағы шебер ғой енді ше. Жасап қойған айтамын да. Басқа қырымнан танып отырмын. Жалпы негізі жаңа айтайын деп жатқаным, мен сізді біраздан бері бақылаймын, стористеріңізді көріп отырмын. Былтыр сіз сәл депрессияда жүрдіңіз, жылап жүрдіңіз. Енді сториске сіз бәрін бөлсесіз негізі ше. Қандай ойыңыз ішіңізде болып жатқан, соны мысалы шынымен бөлсесіз бе, әлде бергі жағын ғана ма? 20%-ін бөліп, 80%-ін бөліспейсіз ба? Скорее всего, барлығын айта алмайсың. Неге сол депрессияда жүрдіңіз? Мысалы, жеке өміріңіз болмай ма, немесе басқа бір материалдық жағынан ба мүмкін? Бәрі су совпадение болды. 2021-де сол, жеке өмір деген басталды ғой. И сол кезде майба қалған кез болды. И айттым ғой, смыслым жоғалтып алдым дедім. Сол кезде хейт басталды. Хейт болғанда қандай хейт ол кездегі? Адамдар танымайды, 30 000 подписчигі бар, и мен типа шығам Мерседес алдым деп ше. И бүкіл блогерлар салды. И сол кезде мынандай аккаунт болды, блогерский пиздеж деген аккаунт бар. Алена деген. Сол қыз менің курсымның нарезкаларын салып, мен жамандап салып қойды, Типа боқтайды бір бәле деп. Өзі көрсетеді. Ладно, өзінде проблема болып жатыр ше. И мен соны қоймастан салды, сторисқа салды, отметка жасады, постқа салды. Сосын мен айттым, ладно, разбор жасаған екенсің, курсыма полностью разбор жасап бер, қанша сұрайсың деп ше, мен андай экспертный разбор алғым келеді деп. Бірақ қана пост істеді, ладно, міне рахмет. Содан кейін қойды, бірақ постты удалить еткен жоқ. Сосын мен тұрдым да, как раз Қуаныш мырза айтты, блин, Ақбота курсыңды переснемей деп ше, боғау сөзсіз деп. Мен ана жерде боғау сөздер айтып қойғам ғой, эмоциональный курс. И ол соны контекстін вырыбайт етіп жаңағыдай, мынау осындай не үйретеді, бір бәле деген сияқты. И оны басқа бір комик қыз бар, Зарина Байболова деген. Сол тұрады дәл сол образбен соны қайталап түсіреді ғой. Бәрі күледі. И Алена отмечать еткен, Зарина отмечать еткен кезде бәрі маған директке жазады ғой. Ой, ты типа это, типа боғау сөздерді вообще аямай жазатын. Мен не істерімді білген жоқ. Мен айттым, блин, мен хейт етіп жатыр деп сторисқа жаздым. И особо меня никто не защитил деген сияқты ғой. Не блогер, да, мен түсіндім, что сен по-любому тапить етіп жатса қарап отыра береді адамдар ше. Ешкім сені жаңа дос болдым и так далее, мен оны тапить етпеңдер, ешкім сен үшін тұрып бермейтінін түсіндім. Сосын январский событие басталды. Мен январский событие кезінде, сол как раз декабрь, ноябрь болып жатыр, ноябрь, мен уже не істерге білмеймін, уже энергиям біткен, кішкене шаршадым, денсаулық сыр берді ме білмедім. Ну, то есть энергиям кетіп қалды да, қайтадан восстановить ете алмай қалдым ба. И январский событиені мен қатты страх ұстап қалдым, типа не болып кетті деген сияқты. Қатты қорқып қалдым. И сөйтіп 2022-де шетелге кетіп қалдым. Одиночествоны прям өз-өзіңмен қаласың ғой, өзіңмен қаша алмайсың. Қатты одиночествомен столкнулась, қатты жыладым. И елге келдім, и менде күш жоқ вообще бір нәрсе жасаймын деген. Шри-Ланкада 3 апта аюрведа дегенде болғам, который дұрыс тамақ бермейді, еще ет жеуге болмайды. И содан иммунитетім асылап, келген кезде туған күнге барғам, ковид жұқтырдым, и жатып қалдым. И бизнесім уже бітіп бастады, потому что маркетингпен айналысқан жоқпын, уже командам істеді, мен тұрдым да түсіндім, что мен үлкен кассовый разрывқа кірейін деп тұрмын, потому что ай сайын ол 30-40-50 миллион генерит етіп тұр ғой, курс сатылып жатыр да өзі, мен вообще сатып тұрған жоқпын, өзі автомобильдер күшті жүріп тұрды.
сосын айттым тоқтатамын дедім, потому что біздің рекламамыз өте көп кетіп қалды да таргетке, и тапқан ақшамыз что-то оправдать етпей жатыр. 30 адам, офис большой, типа Алматыда бәріміз отырмыз. Сосын айттым бәрін де таратамын, жабам, офистің заттарын бәрін істеп складқа қойдым. И как раз құлағымды емдеттірдім. И сол кезде ол айтты, құлағыңды типа үйден шықпайсың 2 апта деп. Қыс қой, ешкім іздемейді мені. Үйден шықпай отырдым. И уже бизнес жоқ, қайтадан жасап бастаймын, жаңағы сториспен сатуды үйретемін дедім. Энергиям жетпей, сосын айттым, мойындадым. Короче, менде депрессия екен негізі. Мен мойындамай қашып, жаңа ақша табам деп жүгірем, ананы қылады, мынаны қылады. Сосын тұрдым да айттым, 23 мен өз-өзіме келем деп ше. Осознанно ешкіммен араласқан жоқпын, отырдым үйде. Я помню, сіздің сообщение жазғаныңыз, былай деп жазып қойғансыз ғой, ең бірінші сообщение, Ақбота, екеумізде аудитория бірге ғой деп, есіңізде бар ма, жоқ па? Мен осындай товаркамен айналысып жатырмын, Шымкенттен, менде блогер, мен аудиториям охват вообще күшті деп жаздыңыз. Давайте екеуміз алмасайық деп. Мен оқыдым да, иә дедім да. Мен ол кезде сіздің неңізге барғам. Сіз бір выступать еттіңіз ғой, бір форумда. Әйелдер форум Динара Сатжан болды, Баян Есентаева болды. Тура содан кейін мен сізге жазғам сол кезде. Сол форумға барғам мен. Вот как раз сол декабрьде болды да. И содан кейін мен 2-3 күннен кейін бе жаңа операцияға жаттым. Сіз ол кезде депрессияда ма едіңіз? Иә, мен сөйтшін арбайып жатып қалдым. И сосын андай өмірден түңілу басталды, білмеймін не үшін екен, айта алмаймын енді бүкіл нәрсенің бәрін резко барып бүйтіп өзім құлдырап барып қайтып көтеріліп келе жатқан адаммын негізі ше. Мен ойламадым, что ақша көп тапқаннан кейін смысл жоғалтып алады деген сияқты нәрселерді. Айта берсем оның көп, айта беруге болады. Но өте қуаныштымын, что өзімді алып шықтым. Қалай алып шықтыңыз? Именно кім көмек берді? Негізі мен қазір сіз өзіңіз айтып отырсыз ғой. Сізде жалпы өмірде достарыңыз, анаңызбен жақынсыз ба жалпы негізі? Иә, маған өте қатты көмектескен сол депрессиядан шығуға мама и 2 бауырым. Олар бұрында Астанада тұратын ғой. И мен Европадан келгеннен кейін мен как раз сол уақытта кіші бауырымды Алматыға алдыртып алғам. Бизнес ашып берем, екеуміз бірге бизнес істейміз. Ол мебель істейтін да. И 3 ай мен оған просто так миллион ақша төлеп тұрғам. И как раз мен депрессия кіріп бастаған, оның бизнесі жүріп бастады. Өзі продаж жасап, сөйтіп істеді. Сосын маманы алдырттық. Мамам бауырым жалғыз квартирада, сіз сонымен бірге тұрасыз деп. Сосын айттым, мен үлкен квартирада жалғыз өзім тұрамын, мне плохо, екеуің келіп көшіп келіңдер деп. Екеуі келді, күнде кеште шай ішеміз, әңгіме айтамыз, екеуі менің жағдайымды жасады. И мен продажым тоқтағанда мен врачкам бүкіл ақшасын маған берді. Продажысының бизнесі жүріп кетті, сол мені асырады деп айтайықшы. Бауыр деген не? Иә, бауыр деген. Кезінде Қарызуға кіргенде солар көмектескен, и осы жерде де көмектесті. Сосын мартта уже кішкене 2023-те өзіме келгенде айтты, мен жалғыз өзім тұрамын деп. И олар жақын жерге көшіп келді. Жақын жерге 5 минуттық, 10 минуттық жерде ЖК-да тұрды, бір-бірімізге күнде барып тұратын болдық. То есть мен достармен араласпайтын болдым. Өйткені мен ойладым, мынандай чувство болды, что мен біреуден көмек іздейтін сияқтымын болдым да. Опораны біреуден іздеймін. Мен жоқ, мен бірінші тұрып алу керекпін деп, мынандай түрмен біреуге жабысып үйтіп жүргім келмейді деп. Сосын өзім тұрам дедім, сол кезде, когда буду готова деп, андай түрінде көрсеткім келген жоқ па, білмеймін, әйтеуір өзім ешкіммен көргім келген жоқ, сөйлескім де келген жоқ, андай онша емес, вайымды біреуге бергім келген жоқ, ныть еткім келген жоқ, жалғыз еткім келген жоқ. И сөйтіп жүрдік. Сосын мен басқа жаққа көштім, и мамалар соседний подъездге көшті. И Астанада екінші врачкам келді, сол келді. Қалып қойған еді, сөйтіп уже 1,5 жыл ба біз тесно араласамыз, тесно бірге, и так та бірге жүріп келе жаттық ғой өмір бойы. Просто олар маған қатты поддержка берді. Мен келіп жылап алам, типа мне не получается, олар айтады, у тебя все получится, и кішкентай бауырым айтады, ты вот это делала, почему думаешь не получится деп, менің результаттарымды өзіме қайтарып айтып беріп отырады. Мама да солай подкаст түсіріп бастағанда бүкіл комментарийларды келеді, жатқа айтып беріп отырады, немесе оқып беріп отырады, саған күшті жазып жатыр деп. Бүкіл күшті комментарийларды рилстың астынан келеді де маған оқып беріп отырады, саған не жазып жатыр дейсің ба деп. Сөйтіп поддержка беріп отырады. И қазір енді достарым деген кезде бар, подружкам бар, достарым бар. Жақын араласатын, сырласатын. Өте жақын араласатын бар, иә, бүкіл секреттерімді айтатын. И мен ол жағын Инстаграмға көрсетпеймін. Негізі көрсету керек шығар. Кездесіп атамыз, шай ішіп атамыз, бір-бірімізге қонаққа барып тұрамыз. Но мен оны Инстаграмға салмаймын деп шештім. Потому что білмеймін, кейін салатын шығармын. Андай нәрсені алып тастағым келеді, что ақша үшін, жаңағы мансап үшін, тағы бір бәле үшін адамдар мен достасуын қаламаймын. И ол нәрсені мен достасып жатырмын деп көрсеткім де келмейді. Закрытый өмір солай қалып қойды.
соңғы Енді кезде. 24-тің басынан бастап сіз өзіңізге келіп жақсы жұмыс жасап жатқан сияқтысыз менің ойымша. Солай ма? Шүкір, иә. Подкаст түсіріп бастадыңыз, иә? Иә. Подкастыңыз әдемі болып жатыр. Мысалы мен каждыйын көріп шықтым бәрін. Рахмет, вообще Мен күшті. өзім подкаст көргенді өте жақсы көремін. Ыдыс жуып жатсам да подкаст тыңдап жүремін. Мен бір мықты берер өзіме Алып керек қаласың, нәрсесін аламын, иә. Мотивация аламын деген сияқты. Идея аламын. Тема өте күшті жақсы. вообще. Жақсы түсірдіңіз. Барлығын көріп шықтым почти что. Жұлдыз Ақболатпен ұнады маған. Шалқар мен ұнады. Қуаныш Шонбаймен ұнады. Өте жақсы түсіріп шықтыңыз. Берік мырзаның түсірген Қуаныш Шонбаймен түскен жоқпын, ол кісі түспеймін деді. Берік мырза. Иә. Өте жақсы ұнады. Негізі сіз қонақтарды өте жақсы аша алады екенсіз. Сұрақтарыңыз да әдемі. Рахмет. Баяғыдан Маған искренне интересный адамның өмірі. Искренне тыңдаймын, искренне сұрақ қоямын. И өмірде былай араласып жүрген жандар болғаннан кейін камераның алдында сөйлеу маған оңай. И мен сол үшін подкастқа көп танымайтын адамдарды немесе өзім жеке восхищаться етпейтін немесе темасы интересный емес болса, мен шақыра алмаймын. Мен сатып көргім келді подкастты. Ойладым, білеймін, маған ұнамайтын адам ақшаға келсе, мен аны қиналып кетемін ғой, тыңдаймын деп ше. Бірақ ақыр соңында ол қалды идея. Өйтіп особо сатқан жоқпын. Әлі сатуға андай жылайын жоқ. Әлі подкаст түсіру ойыңызда бар ма? Иә, түсіре беремін. Иә, жалғастыра беремін. Қазір отпускқа кетіп бара жатырмын. Сосын отпусктан келгеннен кейін дальше жалғастырамын деген. Кешегі аптада шықты Эльвирамен, оның алдында Сәкен Ділімбетпен, оның алдында бір кейсімен шықты. Өте жақсы. Өте қуаныштымын. Мен мынандай сұрақ қойғым келіп отыр да. Көбісі қазір подписчикке байланысты деп ойлайды ғой адамдар. Сіз енді продажаны үйретіп жүрсіз, сторис арқылы продажа. Менің таныстарым бар, 2-ақ мың адам көріп, бірақ 50 миллион теңге жасап жатқан адамдар бар да, мысалы. Қазір Инстаграм қандай керемет сила болып тұр ғой. Жалпы сіз Инстаграмнан табыс табуға болады деген туралы мысалы оқырмандарға бір айтып кетсеңіз, оқырман саны маңызды ма, маңызды емес па, қандай құралдар қолдану керек, бір кішкене бір тегін ақпарат беріп кетсеңіз осы жерде. 2019 жылы Инстаграмды бастағанда менде 250-ақ қана подписчик болған. Сол кезде продажа жасап бастадым. Продажның техникасын білгеннің арқасында. Жаңағы айтқан көп мен кітап оқығам маркетинг бойынша қалай сату керек, копирайтинг дегеннің өзінде 2016, 17, 18-де. Потому что мен 9-дан 6-ға жұмыс жасайтынмын да. И бос уақытымда отырып кітап оқитынмын компьютерде. Клиент консультировать етесіз, клиент жоқ та кітап оқитынмын. И сөйтіп білетін нәрсенің барлығын жасап көрдім. Сол кезде мен 800 мың теңге жасағам, 250 подписчикпен бірінші айда, 2019-да 5 жыл бұрын. Сосын екінші айында 1 200 000 жасағам, үшінші айында уже 2 миллион жасағам. И менің 10 мың подписчигім болған кезде, сол кезде бір 10-12 миллион жасап жүрдім. Жаңа 38 миллион болған кезде тоже менің 5 мыңдай ма подписчигім ғана болды. 100 миллион запуск жасаған кезде менде там 36-38 мың ғана подписчик болды. Ондай 100, ондай 200 мың деген подписчик болған емес. Изначально менде сондай болды, что мен количествоға емес, качествоға ұрам. Қаншама адам маған гифке қатысты сияқты предложение берді, иә? Тегін, ақшаға, то ли это деген сияқты. Мен вообще көп блогерлердің вообще реклама алғам, оңды солды алмағам вообще. Точно алғам бір-екі рет и болды. И басқа ондай прям рекламаға қатты ақша құртпағам. И сата алатын адам любой подписчикпен сата алады деп ойлаймын. То есть бізде қанша блогерлары, которые 100 мың миллион подписчиктері бар, 100 мың, 300 мың, 30 мың просмотр сторис, бірақ сата алмайды, ақша жоқ. Тек қана реклама. Соларға маған өте обидно. И бүкіл жерде айтқым келеді, санға емес сапаға жұмыс жасаса, егер сен сатудың техникаларын білетін болсаң, сен сата аласың. Сатудың техникасы деген не ол вообще? Сен не сатып жатырғанын өзің білесің, ол адамға қалай көмектесетінін білесің, товар ма, услуга ма, белгісіз. И ол кімге керек? Сен өзіңнің целевой аудиторияңды білу керексің. То есть ол не қалайды? Сен мысалға прокладканы ер адамға сатпайсың ғой. Сенің прокладкаң әйел адамға керек. Әйел адам, который 13 жасқа дейінгі емес қой. Именно 50 жастан асып кеткен климастағы емес қой. Именно жаңағы қазір беременный емес, немесе енді бала тумаған, именно, то есть уже определяется же четко, да, и прокладка кімге керек деген сияқты. Вот целевая аудитория деген не дейді? Вот целевая аудитория деген не? Прокладка кімге керек әйел деген сұраққа жауап. Прокладка қалай көмектеседі? И сен соның құндылығын ашасың да, осындай деген сияқты. Немен отличаться етеді, что ол синтетический емес деген сияқты, ол хлопктан деген сияқты. Ананың қандай проблемасы бар, раздражение береді, иә? Раздражение бермейтін деп
айтасың стористі, бітті ана адам сатып алады, вот осы сториспен продажа деген, что сен курсың болады ма, товарың болады ма, құндылығын ашып айту, құндылығын именно клиенттің тілінде ашып айту. Сен айтпайсың андай қиын формальдегид бір бәледен жасалған деп айтпайсың жаңа нені прокат, именно клиенттің раздражение бермейді деп айтасың, болды. Сен айтпайсың ол мақтадан жасалған бір бәле, ол сені ласкать етеді деп айтпайсың, именно раздражение бермейді. Ол өзі айтады, блин, раздражение бермейтін бар ма деп, дәл сол тілде айтасың. Вот сол товарыңның құндылығын именно клиенттің тілінде жеткізу, клиенттің кім екенін білу, и сол клиентті барынша көп өзің аудиторияңа жинау. Басқа блогерлардан, басқа таргеттен, рилспен әкеліп өзіңнің аудиторияңа шоғырландыру и постоянно соны айта беру. Мына жағынан айтасың, мына жағынан айтасың, мына жағынан айтасың, и клиент бір күн болмаса бір күн айтады, ой, блин, күшті екен, мен алғым келеді деп. И сенен алған адамдардың результаттарын, жаңа отзывтарын көрсетіп отырасың, өзіңнің алған результаттарыңды көрсетіп отырасың, и адам сенен алады. То есть любой товар сатасыз ба, курс сатасыз ба, осы логиканы көрсетсе, жасай білетін болса, сөзбен, текстпен, видеомен любой форматта жеткізе алсаң, рилспен, сториспен, постпен, ол өтеді дегенді білдіреді. То есть өтеді и продажа болады. Өте дұрыс айтасыз. Мен осы жерде қосылғым келіп тұр сізге. Біз енді мына Инстаграмда менде 200 мың оқырманым бар, бүйтіп қарап тұрсаң, 200 мың оқырманмен мен ол көп емес негізі, миллионник емес, миллионник блогерлерден біз танымайды да ғой мысалы. Но бірақ мен сол Инстаграм арқасында біз 250 миллионға кино түсірдік жақында, біз білесіз ғой. Кешірім сұраймын, сіз шақырған кезде мен бара алмадым, бүйтіп. Ештеңе етпейді, енді өтті ғой. Сол мысалы біз сол Инстаграмның арқасында мен сондай кино түсірдім. Но бірақ сол жерде мен таныс актрисалар, актерлер болды, бірақ олардың подписчиктері миллионнан асады ғой, оны халықтар көп біледі. Сол кезде маған таң қалды ғой, сені ешкім танымайды, сен Инстаграммен түсіріп жатсың ба осы киноны депші. Сонда мен айтам да, Инстаграм құдіретін көп адам көбінесе байқалмайды да, білмейді да. Қалай мысалы мен тек қана Инстаграм арқылы сонда 250 миллионға кино түсіріп отырмын, еще мені халық танымайды. Но бірақ сол жерде жүр адамдар, 1,2 миллион адамдар подписчик бар, бірақ олар айына 1 миллион теңге табады екен. Представляете, сонша подписчикпен. Мен сол кезде шок болдым ғой, қалай деп. Мына құралыңды өзіңнің подписчигіңді тәрбиелеу керек қой деген сияқты. Сол үшін продажны білу керек, сіз айтқан, сіз маркетингті білу керек, и психология людей білу керек, и сосын максимально естественно болу керек. Хороший болып емес, мен хороший болып көрінемін емес, жұрт не десе де, просто қалаған, сіз айтқан целіңді біліп, сізде цель болды ғой, жасаймын деген, продаж жасаймын деген. Сізге де айтты ғой айтатын нәрсені, сіз просто жүрдіңіз да, сіз жасадыңыз, и сол сияқты жасау керек, и все. То есть ақша қай уақытта болады, қашан біз продаж жасаймыз, когда бізге ақша керек болған кезде. Ақша керек емес болса, біз жасамаймыз ше. Жасамай отырғандарға, Инстаграмның құдіретін білмей отырған адамдарға просто ақша керек емес. Біз сияқты аш емес та. Сол осы туралы айтайын. Мен мысалы сол кезде кино түсіретін кезде мен бір айда 200 миллион теңге тауыппын. Күшті. Потому что маған ол керек та. Каким-то образом. Мен мысалы бір ай Қытайда жүрдім, тауар саттым, мен бәрін саттым, мебельге дейін өмір сатпаған нәрселер сатып жүрдік қой. Куртканы штуктап саттық мысалы, потому что бізге ақша керек болды момент. Бәрін саттық. Сол кезде мен өзіме таңғаламын, как мен кейін бірақ зардабын шектім. Мысалы бір штуктап куртканы таратқан кезде сол кезде зардабын шектік мысалы. Сол сияқты оказывается аш кезде, керек кезде табады екенсің. Амал табасың. Күшті айттыңыз ғой. Егер реально адам мұқтаж болса, реально қалап тұрса, іштей прям сол, сіз кино түсіруді қатты қаладыңыз ғой, прям сол ортасынан қанша адам айтты, қоясаш деген сияқты нәрселер болған шығар, сіз тұрасыз, жоқ вообще, мен қалап тұрмын, пока анау жасалып бітпейінше вы не успокоитесь, потому что сізді ол зажигать етеді, сіз прям адреналин бөлініп тұр, прям эмоция бар ана жерде, и сізді тоқтату мүмкін емес. И самый главный нәрсе және ақша табу емес, сондай зажигать ететін идея тауып алуға басыңа, нені қалайсың, ақша соған келеді, какой-то мақсат керек, сол картинка болу керек, и ар жағында не болады, и вот сол болса, кажется, болады. Мен сізге сұрақ қойғым келеді. Сол кино өзін ақтады ма деймін да? Кино осы жерде көп адамдарға мен не қылам ғой. Осын бір тема қылып жауап берем деп жүргенмін негізі. Давайте маған қызық. Осы күшті келдіңіз деп та. Киноның біз білесіз ғой, тура су тасқыны кезде бастадық қой. Негізі. Біз неудачное времяда шықтық. Біз басында отказ қылғымыз келді кинопарктен. Что болмады ма не? Оказывается, расписаниеға түсіп болған кейін ол невозможно екен. Біз кинопарктың басшыларына шығып, біз давайте ауыстырайық, күзге қалдырайық деген сияқты не қылдық, бірақ олар бізге көнбеді. Болды, уж сендер графикте тұрсыңдар, уақытында шығу керек деді. Шықтық, бірақ біз 50 миллионға минусқа кеттік, бірақ
но бірақ сол сезонда шыққан кинолардың ішіндегі самый кассовый біз болдық, но сонда да бірақ 50 миллионға минусқа кеттік біз. Но бірақ мен одан депрессия болып бүйтіп қабылдаған жоқпын. Қандай ощущение көп адам ойлайтын шығар, мысалы мен естіп жүрмін да. Сіз қалай қабылдадыңыз вообще сол фактты, что 50 миллион минусқа? Мен оны білдім, потому что біз өзіміз дайын тұрмыз ғой, ол бізде ақталмайтынына. Себебі мына уақыт су тасқыны болып жатыр. Мысалы кинода кассовый сборда көп процентін батыс алып келеді деген, оказывается, кассовый сборды ше, и батыс бізде жоқ, отпадает уже кинода. Содан кейін біз білдік уже, күйеуіміз екеуміз уже психологически дайын болдық, біз минусқа кететінімізге ше. Бірақ қаншаға дайын болдыңыз? Қанша миллионға дайын болдыңыз минусқа кететініңізге? Енді мен по цифрам айта алмаймын, но бірақ біз білдік. Мен өзім психологически өзім дайындадым. Жалпы негізі біз осы кино түсіруде өзімнің ең бастағы мақсатым режиссерлармен, сценаристермен кездескенде олар біз тоқтатуға тырысты ғой, сендер кино саласында жоқсыңдар, не үшін түсірейін деп жатсаңдар, минусқа кетулерің мүмкін деген сияқты. Но бірақ біз ол бастан бізде ондай керемет бір кассовый сбор жасап бір байып кетеміз деген мақсат болған жоқ. Ол ақшаны мен товардан да тауып жүрмін, былай да тауып жүрмін ғой негізі. Но бірақ менде арман болды да, сондай бір түсіріп көрейінші деген. Мен өзімнің арманым болған кейін менде дайын болды. Изначально мен миллиард тапсам да или болмаса таппасын бәрібір арман орындалады. Арман орындалады, гештальт жабылды деген сияқты. Но бірақ маған өте күшті опыт болды. Қандай опыт берді? Не берді? Көп адамдармен таныстық болды ғой. Маған сол адреналин болды прям. Күшті адреналин болды. Ана процесс, мысалы қандай әрекеттер болды, көрмеген ортаны көрдім мысалы ше, өте күшті сезім болды. Мен ешқашан өкінбеймін. Ол 50 миллионды мен былай мына жақтан да тауып жүрмін негізі, инстаграмнан тауып жүрмін ғой. Сондықтан ешқандай өкініште ештеңе болған жоқ. Осы жерде мен оқырмандарыма сіз бөпеймен киноның несінде жүрдіңіз ғой, кішкентай, енді еще Қытайға кетіп қалып жүрдіңіз, қайта иә? Ол мен жаман таң қалдым. Ол бар ғой, жаңағы 50 миллион минус, ол мен былай да тауып жүргем. Көп адам айтады шығар, ол бәй депрессияға кетіп қалады, анау мынау деп. Сондай суммаларда негізі депрессияға кеткен адамдар бар екен. Но бірақ мен ешқандай. Сізге не көмектесті депрессияға кетпеуіңізге? Қалай сіз өзіңізді бүйтіп сілкіп алып жүре бердіңіз? Ну, стряхнулись и пошли. Маған вообще ощутимо болған жоқ. Себебі біз о бастан білдік қой. Продаж жүріп жатыр, ақша түсіп жатыр деңізші. Енді мен инстаграмнан тауып отырмын, содан кейін ол қатты ощутимо болған жоқ. Мүмкін мен сол 50 миллионға бүйтіп қарап отырсам, мүмкін сол кезде депрессияға кетер ме едім да. Мен бірақ инстаграмнан тауып жатырмын. Менде складтар бар деген сияқты. Киноның несі, ақшасы сізден шықты, сіз қарыз алған жоқсыз ғой? Жоқ. Адамдар қарызға алып киноға салады да, сосын қайтара алмай қалады ғой, режиссер, продюсерлар. И сол үшін депрессияға кетеді, потому что қалай қайтарады? Басқа источник дохода жоқ та, сіз өз ақшаңыз салдыңыз, и ол шығады ма, шықпайды ма? Өз ақшамызды салып, өзіміз осознанно салып тұрмыз ғой. Еще сіз ойламайсыз ба, что ол рекламаға кеткен, маркетингке кеткен, брендті усилить етуге кеткен күшті инвестиция деп? Өйткені сіз кино түсірдіңіз ғой. Кино түсірдім деген атағыңыз қалды. Ешкім оны повторить етпейді. Өзіме салған инвестиция деп қабылдадым. Эльмираны перебивать ету үшін уже кино түсіру керекпін да, мен мысалға деген сияқты ғой. Егер Эльмирамен жарысам, Эльмираны озам десе, мен де кино түсіріп тастау керекпін. Сол кезде екеуі тепе-тең болады да, конкурент деген сияқты. То есть сізде ешкім қазір перебивать ете алмайды да, ана карта істегендегідей. Өте дұрыс. Осы жерде мен шынымен өзіме негіз салған инвестициям деп қабылдадым. Бәрібір ол брендке құйған ақшам деп ойлап. Себебі қаншама қаншама актерлермен кино саласына біз бүйтіп қарап тұрсаң, ешқандай хабарымыз жоқ, бірақ теуіп кірдік қой. Но бірақ қаншама адамға танылдық, мен өзім жеке брендімде танылдық. Мен қазір любой адамға мен хабарласам, мен сондай кино түсіргенмін деген сияқты. Оның өзі атақ та, мысалы. Любой жерге хабарласа аламын. Атмет, сен корочкаң ғой. Сен зачеткаға жұмыс жасадың, зачетка. Вот. А қазір мен любой продюсер, любой режиссер кіммен болсын сөйлесе аламын, мысалы. Кайф деңізші. Сол мен сонда кино түсіргенмін деген сияқты. Уже атақ қалды, иә. Сондай атақ қалады. Я купила за это деньги деңізші, ну, заплатила, чтобы потом любой есікті уже ашып кіре беретін. Любой столға уверенно отыратын. Но бірақ мен осы жерде айтқым келеді да, жалпы негізі кино түсіретін адам өзінің саласында болу керек екен. Именно мысалы мен мен өзіме қойған инвестициям ғой, но бірақ кейбір адамдар маған хабарласып жатыр да, осы қазір инвестор іздеп жүргендер көп киноға ше. Сондай мысалы инвестор болып қалдық қой уже. Сізге бір кино түсірейін деп едік деп, или болмаса бір мынандай проект бар еді деп көп хабарласады уже ше. Сіз кездесесіз бе, сөйлесесіз? Сөйлесемін, иә, тыңдап көремін. Мысалы өткенде бір ол секрет болып қалсын, бірақ бір керемет бір кино шығайын деп жатыр, соған инвесторлыққа шығып, бірақ мен ойландым да, оған салайын ба, салмайын ба деген сияқты ойланып кетіп қалдым, но бірақ салмадым кейін. Неге?
көрейік деп ше. Потому что қазір киноны мен уже біліп қалдым да, уже ішіне кіргенде кухнясына қайсы ататын атпайтын, иә, қай жерінде не болып жатыр. уже бірінші білместікпен істейсің да, уже ары қарай анализ жасайды екенсің ғой. Сондай сияқты сценарийін, режиссерін деген сияқты командасын бүйтіп уже опыт жинап қалдық онда ол жағынан. Сізге сұрақ, сіз қайтадан кино түсіру керек деген желание бар ма? Түсірер ме едіңіз кейін уақыт өткенде? Мүмкін биыл емес, 2 жыл емес, 3 жыл емес? Түсіреміз негізі. Ол кайф тірлік екен ол. Неге, несімен кайф? Қызық қой негізі. Сіз өзіңіз білмей тұрсыз ғой мына жақта негізі. Иә, айтсаңшы енді біз аудитория бәріміз білмей тұрық, несі қызық бөлсеңші. Сам процесс өте қызық негізі. Қанша ай түсіреді киноны, бір киноны? Бір киноны негізі 1 айда түсіріп монтаждалып жатқан кинолар бар, бірақ біздікі ұзақ процесс болып кетті. 1 жыл түсірілді деп ше. Но бірақ 1 ай түсіріліп кетеді, 1 ай монтаждалады, и 3-ші айда шығады ғой негізі. Солай тез шығарады ма киноны? Иә. Қазір мысалы бір кино түсіріліп жатыр, кеше жаңа инвестор болды деп бізге хабарласқан адамдардікі уже ол сентябрьде шығады мысалы. Бірақ қазір съемкасы түсіріліп жатыр, сентябрьге уже тұр, иә, расписаниеда, да? Расписаниеда тұр. Сразу монтаж. Болашақта мен түсіремін. Бізде себеп бір сценарий бар басымда, бірақ түсіруге ойым бар негізі. Біз негізі бастап біз енді опытный болмаған кейін біз сценарийден қателестік деген сияқты. Уже қазір опыт жинаған кейін былай түсіру керек еді деген ой келеді екен. Күшті жинап жүрсіз, иә? Кірген кезде өзі түсінесің. Но бірақ қызық. Бірақ бұл ва-банк. Оны да айту керек та, себебі шынымен ол карта сияқты, шынымен түсіресің ба, түсірмейсің ба деген сияқты. Потому что бізбен шыққан мысалы Афган деген кинолар болды, бізден уақыттан бірдей шықтықшы. Ана кино не деген настолько күшті кино, бірақ бағаланбай қалды да ол ше. Негізі ол миллиард жинайтын кино еді негізі. Мысалы да мен өзім трейлерін өзінен көрген кезде шок болғым. Мынау кетті, біз қалдық уже деп қоясың, жаңағы конкуренттеріміз ғой енді бір уақытта шығып жатқан. Но бірақ олар даже бізден төмен жиналып, даже халықтың вниманиясына да ие болған жоқ та негізі. Сондықтан бұл деген карта екен кино. Мен сізге айтқым келген, 250 миллион минус емес, минус 50 миллион деген жақсы екен деп ше, что сіз 200 миллион ақтап тұрсыз ғой уже. 200 миллионды алып тұрмыз ғой. Соны айтқым келген как раз. А вдруг вообще ақтамай қалған кезде, 20-30 миллион газ түсіп қалған кезде деймін да, анау вообще. Ол кезде енді Құдай сақтаған екен деймін да. Но бірақ біз барлығының қайыры бар дегенім ғой. Барлығының қайыры бар, иә. Біз шыққан сезонда сондай неде шықтық қой, біз қиын заманда шықтық қой. Елде қиын апат болып жатқан кезде, бірақ сонда да сол моментте біздің фильм жақсы жинады. Иә, басқаларға қарағанда біздікі болды. Оған да Құдайға шүкір дейміз. И айтқым келген нәрсе, успешный адам мен неуспешный адамды осы ғой ажырастыратын. То есть в чем отличие успешный человек и неуспешный человек деп ше. Успешный адам білмесе де жасап көреді, рискке бара алады. Ал не успешный адам бірінші біліп алам дейді, біліп алғанда екінші бар жасамаймын дейді. А сіз білмесеңіз де аяқты теуіп кіріп барып тұрсыз ғой, рискке барып тұрсыз, ол жауапкершілікті мойынға көтеріп тұрсыз, и ол үшін тынбай еңбектеп тұрсыз, еңбектеніп тұрсыз ғой, прям маңда. Ол қазір подкастта типа 10 минуттың ішінде айта салуға болады, екі сөзбен өліп жұмыс жасадым деп. Оны сізден басқа ешкім білмейді ғой. Қанша нервничать еткеніңізді, қанша переживайтын, бір күнде қанша событие болып жатыр, қанша эмоция болып жатыр. Оны даже күйеуіңізге де айта алмайсыз, үшеуі қоя салшы деп жинай бересің мысалға. Тем более беременный әйел еще баласын енді босады, үйде отырам декретте дегенде атасы басы деді ғой, кеттік жүгіреміз деп ше. Айтыңызшы енді қанша жүгіріс болды деймін да, стресс болды. Қытайға бару, қанша команда бар, қанша жаңа доставка жасалмай жатырған, мына жақта шулап жатқан клиент бар. Легко айтып жатырмын ғой енді, ол ақшаны осылай салдым, анау деп ше. Жоқ, оңай болған жоқ. Вообще оңай емес деймін да. Бірақ адреналин болды, жесткий адреналин болды, жұмыс жасауға қалай болады екен, карта кәдімгідей ғой. Но бірақ маған қазір сұрақ қойсаңыз, мысалы сіз өкінесіз бе, өкінбейсіз бе десем, мен никогда өкінбеймін, потому что это состояние, ол өткен тірлік, ол кайфово. Сол ғой успешный адамды отличать етеді, что ол сол рискқа барады, сол адреналинді алады, бірақ өкінбейді ешқашан. И дальше қайтадан рисковать етеді, сағы сынбайды, минусқа кетті ме, оның минусқа деген отношениесі проще да? Мен бір ең жақсы қасиетім сол, мен қандай минус болса да мен плюс деп қабылдаймын. Бұл опыт қой. Опыт, оның өзі опыт. Енді жасайсың ба, жасамайсың ба, опыт. Сен жасамай жүріп, мен көп адамға айтамын да, бір ашпаған бизнесті уже банкрот болатын адамдар бар ғой, мен сондайларға мен түсінбеймін. Қалай ол ашпай тұрып уже банкрот болып жатсың сен деп ше. Ой, мен банкрот болып уже депрессияда бар. Миллион причина айтады ғой, ананы оқып отырып сен шаршап кетесің ғой. Иә, өте дұрыс. Ондайды вообще қолдамаймын. Мен де қолдамаймын. Мен бірінші жасап көр, егер ұнамайсың ба, онда значит это не твое. Хотя попробовать ету керексің, иә.
басқасына ауысасың. Мен ондай қанша бизнесті де ашқанмын, осы Инстаграмға дейін небір нәрселерді сатып та көрдім, бірақ бәрін мен опыт деп қабылдадым. Значит, это не мое. Оны енді жоламаймын. Вот. Одан кейін содан сабақ алдым, иә. Сабақ аласың. Ана бір досым бар, мені айтады, в чем секрет успеха дегенде айтады, представьте, 100 есік берілді дейді. И мен бірақ қана есік ашылады дейді. И мен 99-ның жабық екенін біліп, 100-ін по-любому ашам дейді ше. То есть не получается. Мен айтады, мен қазір білем дейді, что скоро есік ашылатын дейді. Скоро мүмкіндік ашылатын. А біз не істейміз? Екі есік жабық тұрмай, кешуар жаба саламыз дейді. Қалғаны кірмей қоямыз. Даже стараться етпейміз. То есть продажының да секреті сол. Сен 100 отказ аласың, 101-шінде продаж болады. И 100 отказды мен 10 отказ алдым емес, 10 адам менің клиентім емес, мен 100 адамның менің клиентім емес екенін түсіндім. Қазір 101-ші адам клиент точно купит деген ниетпен, жаңа отношениемен барса, продаж болады. Сол сияқты айтқым келгені, вот успешный адамның примері деймін да, Эльмира ханым, что проблема болады ма, шешеді, минус болады ма, сабақ алады да, шүкір дейді, хайыр дейді, дальше ол сынып қалмау керек, сондай моментте ше. Мен сондай сынып қалатын адамдарды түсінбеймін. Көп адам өзінің осы жерде өзін слабостын көрініп қалады, өзі сынып қалады. Енді ондай нәрсеге жоламайтын болып қалады. Даже 1 миллион минусқа кіргендер енді датабо бизнес ашпайтындай болып отырады ғой. Мен ондайларды вообще түсінбеймін. 1 миллион деген не ол? Негізі бүйтіп қарап тұрсаң да, ол әйтеуір өмір бақи қарыз болсаң да оны жабасың ғой. Бірдеңе болып. Тағы бір отношение сіздің плюсыңыз, иә, мысалы сіз бүйтіп айтып тұрсыз ғой. Я кірдім 50 миллионға, жұрт не десе де маған бәрібір деп жатсыз да. Вот. Вроде ол естественный нәрсе, а неуспешный адамдар, которые вообще жетістікке жетпейтін, айтады, маған жұрт не дегені маңызды да. Жұрт бейнесе деп қалмаса екен ойлаққа. А сіз сразу айтып жатсыз, сразу кесіп тастайсыз. Жұрт десе дей берсін, маған бәрібір не деп айтып жатқан шығар, бірақ менің фактым. И бұл жерде тағы айтқан бана айттым, қарыз болған кезде типа мойындау керек деп. Сіз просто мойындай салдыңыз да. Минусқа кіргем, ұят емес, айта салайыншы. Мен кімнен ұялым керек ол үшін? Вот, отношение сол күшті нәрсе. Ұят емес ол. Сол характерді алып алсаңыздар деймін да, блин. Ұят емес, жұрт не десе де бәрібір, минусқа кіріп тұрамыз да қайтадан тапить етеміз деп, қайтадан уже новый күшпен, новый опытпен, зато новый энергиямен, новый. Сізге дух берді ғой айтыңызшы, что новый ала алмайтын қамалды бар бұзып алып шықтыңыз да. Оны екінің бір жасай алмайды, ақбота. Ол кино түсіру оңай емес негізі. Но бірақ мен просто бір Гүлнұр Мамасарипованың несін көріп қой, негізі армандағаным сол. Мен сол арманды орындағаныма қуанам ғой. Как я смогла деген сияқты мен даже. Не деген мен сонда көзі жұмық не болғаным деп жандай, рисковый адам болған екенмін деп. Но бірақ мен до конца соны алып бардым. Орта жолдан тастамадыңыз. Кірсем де мен минусқа не қылған жоқпын даже. Қайырған да жоқпын. Потому что я сделала, оказывается, мен сондай масштабный дүниені істей алады екенмін. Значит, мен сондай істесем, одан басқа мен завод соға алады екенмін деген сияқты бір ой келді маған. Потому что мен сондай алынбайтын қамалды, өзім танымайтын жерде істедім ғой оны. Жасадым оны. Мен жасадым да, күйеуіміз екеуміз жасадық. Басқа біреу көмектескен жоқ мысалы деген сияқты. Сол сияқты мен даже болашақта армандар бар бізде енді. Завод, даже производство ашу деген арман ғой енді. Оказывается, оны да жасай алады екенбіз. Сол сияқты бұйырса сәттілік сізге бұйыртса. Айтқым келгені, Эльмира ханымның еще қасиеті, жаңа бүкіл успешный адамдар жұрттың сөзін өзіне өткізбеуі. Жұрттың сөзін не қыласың? Вот. А сіз маған басында помните, подкаст қалай басталды? Хейт деп ше. Міне мен сізге жауабым. Жұрттың сөзін не қыламыз? Просто жасай бересің. Мен қанша армандадым, жаңа қанша еңбек еттім, что мені танымал болу үшін, рилстарым ату үшін, что адамдар танып, личный брендім танылу үшін, көбірек продаж жасау үшін, оның барлығы аудитория үшін, оның барлығы стратегия қойсын, бір нәрсе жасап жатырсың. Бір нәрсе үшін жасап жатырсың ғой, целің бар да енді. И айтқым келгені, ит үреді, керуен көшеді, не істейсіз ары қарай. Ешкімнің айтқанын тыңдамаймыз, хейт етеді, басылады. Хейтке тағы бір нәрсе айтқым келеді. Наоборот, хейт күшті. Ерке Есмаханды қанша хейт етеді, бүкіл жерде паласка айтады, тиктокқа кересің Ерке. Мирия Абилова. Вот, қандай хейтке қалды, но бірақ қазір қандай жақсы көреді оны адамдар. Ерке Есмахан да қазір мысалы күшті контент салып қояды, бәрі подписан, бәрі деп отырады, ана комментарийін мә күшті болып жүрсіңдер деп. Бәрі мечтает, который хейт ететкендер, сонда Еркемен райым болып жүргенде Европада жүріп, жаңа бренд алып, күшті махаббат болып, ана күшті транслировать етеді ғой отношенияларын, прям идеальный отношения, ой, прям
күшті не бір-бірлерін уважать етіп, бір-бірлерінің заботасын проявлять етіп, хейт еткендердің барлығы бәрі армандап отыр да. Жаңағы айтқан Мерия Билванды қанша хейт еткен, мен енді естіп отырмын, мен білген жоқпын басында хейт еткен. Ана вообще 0 реакция білдірген екен ғой. Вообще тыңдамаған, жүре берген. Ақырында Құдай қандай подарок берген деймін да. Бүйтіп ұстайтын күйеу берген ше. То есть хейт дегенге барып шалпылдасып олармен ұрысып жатудың қажеті жоқ. Пацайлың бар, соған қарай жүре бересің. Хейтпен бастады, хейтпен аяқтаймыз ба? Иә, достар, біздің подкастымыз уже соңына келіп қалды. 1,5 сағатымыз көзді ашып жұмғанша өтіп қалыпты. Өте қызық болды. Ақботаны бүгін басқа қырынан таныдыңыздар деген ойдамын. Мен өзім басқа қырынан таныдым. Рахмет айтамын сізге. Өте күшті білімдар адам екеніңіз көрініп тұр. Әдемі сөйледіңіз, әдемі өзіңіздің ойыңызды аштыңыз деген сияқты. Енді осы жерде Ақбота ханым менің оқырмандарыма осы подкастты соңына дейін көрген үшін қандай бір сыйлығыңыз бар, соны ұсынып кетсеңіз. Менің қонақтарымның барлығы бір нәрсесін беріп кетеді менің оқырмандарыма. Берейік. Комментарий жазып, осы подкасттан ең күшті алған инсайт, сабақ дейміз бе, ертең өмірде қолданатын осы идеяны пайдаланып осы жері маған өтті деп комментарийіңіз жазыңыз. Көрейік, саморефлексия жасаңыз, отырып алып анализ жасап, не нәрсе өтті маған мына жер деп, өмірге алып кетем деп. Кім сондай жазады, комментарийді скриндап Эльмира ханымды сторисқа салады, мені сторисқа салады, отметтетеді. Мен көріп отырам ғой, кімнің ответі ұнайды, соны скриндап алам. Инстаграмға сал дегеніміз, потому что біз сізді Инстаграм арқылы табамыз да, ютубтан таба алмай қаламыз. Сондықтан Инстаграмға салыңыз, отметка жасаңыз, комментарийіңізді подкастты көріп отырғаныңызбен бөлісіңіз. Ұнаған 3 адамға, жаңа комментарий ұнаған, маған өткен 3 жанға әрқайсысына 50 мың теңгеден 150 мың теңге ақшалай сыйлық бергім келеді. Қандай керемет сыйлық, достар, біз сіздерден күтеміз. Стористеріңізге салыңыздар. Бүгінгі подкаст өте пайдалы, өте инсайттарға толы болды деген ойдамыз. Ақбота ханымға тағы да рахмет айтамыз. Ақбота ханым, бір қоштасып жіберсеңіз мен оқырмандарыммен. Барлықтарыңызға көп рахмет. Бастан аяқ осылай тыңдағандарыңызға. Жақсы күндерде кездесейік. Сіздердің өмірлеріңізге де бір жақсы тұшымды әңгіме айтып, бір өзгеріс енгізетін бір идея сала білдік деп ойлаймын. Жаңа дән бердік деп. Шақырғаныңызға көп рахмет. Сізге де рахмет, келгендеріңізге. Гүліңізге рахмет. Иә, сізге де гүліңізге рахмет, көп. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Келесі подкастқа дейін. Пока.